Yohan жазған қош хабар. Бірінші бап. Ең баста сөз бар еді. Сөз Құдайменен бірге еді. Сөз Құдай еді. Ең бастан-ақ ол Құдайменен бірге еді. Әмме нәрсе ол арқылы жаратылды. Олсыз еш нәрсе жаратылған емес. Онда өмір бар еді. Өмір адамлардың нұры еді. Нұр қараңғылықта жарқырайды. Қараңғылық оны жеңе алмады. Құдай тарапынан жіберілген Яхия атты бір адам бар еді. Ол нұр хақында гуалық беруге, әмме ол арқылы сену үшін келді. Оның өзі нұр емес еді. Бірақ ол нұр хақында гуалық беруге жіберілген еді. Әмме адамды жақты қылатығын хақиқи нұр дүнияға келді. Сөз дүнияда еді. Дүния ол арқылы жаратылған еді. Бірақ дүния оны танымады. Өз жеріне келді. Бірақ өз халқы оны қабыл етпеді. Бірақ ол өзін қабыл еткендерге, атына сенгендердің әммесіне Құдайдың балалары болу құқығын берді. Олар қаннан да, дененің қалеуінен де, я адамның қалеуінен де емес, ал Құдайдан туылды. Сөз адам болып арамызда жасады. Біздер оның ұлылығын, әкеден келген, мейірім һәм хақиқатқа толы болған жалғыз ұлдың ұлылығын көрдік. Яхия ол хақында бәлен дауыспенен гуалық беріп былай деді: Менің ізімнен келуші меннен ұлы, себебі ол меннен бұрын бар еді, деп айтқан адамым осы. Оның толылығынан әммеміз мейірім үстіне мейірім алдық. Өйткені мұқаддес низам Муса арқылы берілген еді. Бірақ мейірім һәм хақиқат Иса Масих арқылы келді. Ешкім ешқашан Құдайды көрген емес. Бірақ оны әкенің құшағындағы өзі Құдай болған жалғыз ұл танытты. Яхуди басшылары Иерусалимнен руханилер менен левилерді жіберіп, Яхиядан «Сен кімсің?» деп сұрағанда, оның гуалығы мынадай болды. Ол тән алды, танбады. Мен Масих емеспен деп ашық мойылады. Олар және Яхиядан «Ондай болса сен кімсің? Ильяссың ба?» деп сұрады. Ол емеспен Деді Яхия. «Сен сол пайғамбармысың?» деп сұрады олар. Яқ деп жауап берді ол. Сонда олар Яхияға: «Кімсің? Айт, біздерді жібергенлерге бір жауап берейік. Өзің хақында не дейсің?» деді. Яхия: Ишая пайғамбардың айтқанындай, иеміздің жолын түзетіңлер, деп шөлде бақырған дауыспан, деді. Фарисейлерден жіберілгендер Яхиядан: «Егер сен Масих, Ильяс, я сол пайғамбар болмасаң, сонда неге адамларды шомылдырып жүрсің?» деп сұрады. Яхия оларға былай деп жауап берді: Мен су менен шомылдыраман, бірақ араңызда сізлер танымайтұғын біреу тұрыпты. Меннен соң келтірген адам ұсы. Мен оның аяқ киімінің бауын шешуге де лайықлы емеспен. Бұлардың әммесі Иордан дариясының арғы жағасындағы Бетанияда Яхияның шомылдырып жүрген жерінде болды. Ертеңіне Яхия өзіне қарай келтірген Исаны көргенде былай деді: Міне, бұл дүнияның күнәсін өзіне алатұғын Құдайдың қозысы. Меннен кейін бір адам келтір. Ол меннен ұлы. Себебі ол меннен бұрын бар еді деп айтқаным осы. Менің өзім оны білмейтұғын едім. Бірақ Израилдің оны тануы үшін мен су менен шомылдыруға келдім. Яхия гуалық беріп және былай деді: Мұқаддес рухтың кептер сияқлы аспаннан түсіп, оның үстінде тұрғанын көрдім. Мен оны білмейтұғын едім. Бірақ мені су менен шомылдыру үшін жіберген Құдай маған Мұқаддес рухтың түсіп, кімнің үстінде тұрғанын көрсең, Мұқаддес рухпенен шомылдыратығын сол, деген еді. Мен бұны көріп, бұл Құдайдың ұлы, деп гуалық бердім. Ертеңіне Яхия және шәкіртлерінің екеуі менен бірге тұрған еді. Ол өтіп бара тұрған Исаны көріп: Міне, Құдайдың қозысы, деді. Екі шәкірт оның бұл сөздерін естіп, Исаның ізіне ерді. Иса артына бұрылып, ізінен келтірғандарды көргенде, олардан: Не іздеп жүрсіздер?
деп сұрады. Қай жерде жасайсаң, Раббі? Деді олар. Раббі, ұстаз дегенді білдіреді. Келіп көріңлер. Деді Иса. Олар барып, Исаның қай жерде жасайтығынын көрді. Ham сол күні оның менен қалды. Сағат 4-лер шамасында еді. Яхияның сөздерін естіп, Исаның ізіне ерген екі адамның бірі Симон Петрдің туысқаны Андрей еді. Андрей дәстеп өз туысқаны Симонды іздеп тауып, оған Біздер Масихты таптық, деді. Масих Құдай уәде еткен құтқарушы. Андрей оны Исаға алып келді. Иса оған қарап, Сен Юнус ұлы Симонсаң. Сен Кифа деп аталысаң. деді. Кифа, Петр, яғни тас дегенді аңлатады. Келесі күні Иса Галилаға бармақшы болды. Филипті тауып, оған Ізіме ер. деді. Филипп те Андрей менен Петр сияқлы Бетсайда қаласынан еді. Филипп Натаниелді тауып, оған Bizler Musa muhaddis nizamda, пайғамбарларда жазуларында жазған адамды, Юсуптың ұлы Насыралы Исаны таптық. деді. Натаниел оған Насырадан жақсы нәрсе шығармайды? деді. Келіп көр. Деді Филипп. Иса Натаниелдің өзіне жақындасып келатырғанын көріп, ол хақында былай деді. Міне, ішінде хилесі жоқ нағыз Израилі. Натаниел Исадан Мені қаяқтан танисың? деп сұрады. Филипп сені шақырмастан бұрын, сені анжир ағашының астында көрдім. деп жауап берді Иса. Натаниел Исаға Ұстаз, сен Құдайдың ұлысың. Сен Израилдің патшасысың. деді. Иса оған Сені анжир ағашының астында көргенімді айтқаным үшін сені батырсам ба? Олардан да ұлы істерді көресің. деді. Иса және Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Аспан ашылғанын, Құдайдың періштелерінің адам ұлының жоқарысында мініп түскендерін көресіздер. деді. Йохан жазған қош хабар. 2-ші бап. 2 күн өткеннен соң Галиланың Кана қаласында үйлену тойы болды. Исаның анасы сол жерде еді. Иса менен шәкіртлері де тойға мұрат етілген еді. Шарап таусылғанда Исаның анасы оған Олардың шарабы таусылды. деді. Иса оған Апа, бұл менің жұмысым емес. Менің уақытым елі келген жоқ. деді. Исаның анасы қызметшілерге Ол сізлерге не десе де, соны істеңлер. деді. Сол жерде діни әдет бойынша Яһудилер тазалану үшін қолданатығын әр қайсысы шамам менен 100 литр алатығын 6 тас күзе бар еді. Иса қызметшілерге Күзелерді суға толтырыңлар. деді. Олар күзелерді аузына дейін толтырды. Сонда Иса қызметшілерге Енді бұннан алып, той басқарушыға апарыңлар. деді. Олар алып барды. Той басқарушы шарапқа айланған суды татып көрді. Оның қаяқтан келгенін білмеді. Тек алып келген қызметшілер ғана білетұғын еді. Той басқарушы күйеуді шақырып, Her bir adam aldın, жақсы шарапты, адамлар мәс болғаннан соң тәсірегін береді. Бірақ сен жақсы шарапты әзірге дейін сақлапсан ғой. деді. Иса бұл бірінші караматын Галиланың Кана қаласында істеп, өз ұлылығын көрсетті. Шәкіртлері де оған ісенді. Бұнан кейін Иса анасы, туысқандары һәм шәкіртлері менен Капернаум қаласына келді. Һәм ол жерде бірнеше күн қалды. Яһудилердің құтқарылу байрамы жақындасып қалғанда Иса Иерусалимге кетті. Ибадатханада ірі қарамал, қой һәм кептер сатушыларды, сол жерде отырған ақша алмастырушыларды көрді. Иса арқаннан қамшы істеп, қойлар менен ірі қарамалға қосып, һәммесін ибадатханадан қуып шығарды. Ақша алмастырушылардың ақшаларын шашып, столларын аударып тастады. Ол кептер сатушыларға Мыналарды бұл жерден жоқ етіңлер. Әкемнің үйін базарға айландырмаңлар. деді. Сонда шәкіртлері
Сенің үйіңе болған қызғанышым мені жеп жіберді. Деп айтылған мұхаддес жазудағы аятты естеріне түсірді. Яхуди басшылары Исадан: Бұларды істеуге билігің бар екенін біздерге қандай караматлы белгіменен дәлелдей аласың? Деп сұрады. Иса оларға жауап беріп: Ол ибадатхананы бұзыңлар. Мен оны 3 күннің ішінде қайта тіклеймін. Деді. Олар Исаға: Бұл ибадатхана 46 жылда құрылған. Сен оны 3 күннің ішінде тіклемекшімісің? Деді. Бірақ Исаның ибадатхана деп айтқаны өз денесі еді. Иса өлімнен қайта тірілгеннен соң, шәкіртлері оның бұл сөздерін естеріне түсіріп, мұхаддес жазуға һәм Исаның бұл сөзіне сенді. Иса Иерусалимде құтқарылу байрамында болғанда, көпілер ол істеген караматларды көріп, оның атына сенді. Бірақ Иса һәмме адамдардың кеуіллерін білгендіктен оларға сенбеді. Оған адам хақында ешкімнің куәлігінің қажеті жоқ еді. Өйткені адамның кеуілде не бар екенін ол білетұғын еді. Йохан жазған қош хабар 3-ші бап. Фарисейлер арасында Яхуди басшыларының бірі болған Никодим атлы бір адам бар еді. Ол бір күні түнде Исаға келіп, оған: Ұстаз, сенің Құдайдан келген бір мұғалім екеніңді білеміз. Себебі, ешкім Құдай оныңмен бірге болмаса, сен іслеп атырған караматларды іслей алмайды. Деді. Иса оған: Саған шынын, хақиқатын айтамын. Кім-де-кім қайтадан туылмаса, Құдайдың патшалығын көре алмайды. Деп жауап берді. Никодим Исадан: Қартайған адам қалай қайтадан туыла алады? Ол анасының құрсағына 2-ші мәрте кіріп, қайтадан туыла ала ма? Деп сұрады. Иса оған жауап беріп былай деді: Саған шынын, хақиқатын айтамын. Кім-де-кім судан һәм мұхаддес ұрықтан туылмаса, Құдай патшалығына кіре алмайды. Денеден туылған дене, мұхаддес ұрықтан туылған ұрық болады. Саған қайтадан туылуын керек дегеніме хайран қалма. Самал қалған жерінде еседі. Оның дауысын естесең, бірақ қаяқтан келіп, қаяққа кететуін білмейсің. Мұхаддес ұрықтан туылған әрбір адам да осындай. Никодим Исадан: Бұл қалай болуы мүмкін? Деп сұрады. Иса оған былай деп жауап берді: Сен Израильдің ұстазы бола тұра, осыларды білмейсен бе? Саған шынын, хақиқатын айтамын. Біздер білгенімізді сөйлейміз, көргеніміз хақында куәлік береміз. Ал сіздер біздердің куәлігімізді қабыл етпей атырсыздар. Сіздерге жердегі нәрселер хақында айтқанымда сенбесеңдер, аспандағы нәрселер хақында айтсам, қалай сенесіздер? Аспаннан келген адам ұлынан басқа ешкім аспанға шыққан емес. Мусаның шөлде жыланды жоғары көтергені сияқты, адам ұлы да жоғары көтерілуі тиіс. Сондықтан оған сенген әрбір адам мәңгілік өмірге ие болады. Себебі Құдай бұл дүнияны соншелі сүйгендіктен өзінің жалғыз ұлын берді. Оның ұлына сенген әрбір адам набыт болмай, мәңгілік өмірге ие болады. Құдай ұлын бұл дүнияны хүкім ету үшін емес, ал дүнияны ол арқалы құтқару үшін жіберді. Оған сенген адам хүкім етілмейді, ал сенбеген адам әлде қашан хүкім етілген. Өйткені ол Құдайдың жалғыз ұлының атына сенбеді. Хүкім мынадан ібарат: дүнияға нұр келді, бірақ адамлардың істері жаман болғандықтан, олар нұрға қарағанда қараңғылықты жақсы көрді. Жаманлық істеуші әрбір адам нұрды жек көреді, һәм істері ашқара болмау үшін нұрға келмейді. Бірақ хақ іс істеуші адам істерінің Құдай алдында істенгенін көрінсін деп нұрға келеді. Бұнан соң Иса шәкіртлері менен Яхудияға келді. Бірнеше уақыт олар менен бірге сол жерде қалып, адамларды шомылдырды. Яхия да Салимнің қасындағы Айнонда шомылдырып жүрді. Себебі ол жерде су мол еді. Адамдар келіп шомылдырылатұғын еді. Өйткені Яхия елі қамалмаған еді. Сонда Яхияның шәкіртлері менен бір Яхуди арасында діни әдет бойынша тазалану хақында тартыс пайда болды. Олар Яхияға келіп: Ұстаз, Иордан дариясының арғы жағасында сенің менен бірге болған
сен гуалық берген адам бар ғой, сол шомылдырып жүріпті. Әмме адам оған бармақта. Деді. Яхия былай деп жауап берді. Құдайдан берілмесе, адам өзіне еш нәрсе ала алмайды. Мен Масих емеспен, мен тек оның алдынан жіберілгенмен, деп айтқаныма сіздер гуасызлар. Келіншек кімге тиесілі болса, сол күйеу болады. Бірақ күйеуді тыңлап тұрған досты оның даусын естіп, қатты қуанады. Мен де сондай қуанышқа толдым. Оның ұлылануы, ал менің пәсеюім тез. Жоғарыдан келген Хәммеден ұлы. Жерден болған жерге тиесілі, һәм жердегі нәрселер хақында сөйлейді. Ал аспаннан келген Хәммеден ұлы. Ол көргені һәм естігені хақында гуалық береді. Бірақ гуалығын ешкім қабыл етпейді. Оның гуалығын қабыл еткен Құдайдың хақ екенін тастықлайды. Құдай тарапынан жіберілген Құдайдың сөздерін сөйлейді. Себебі Құдай рухын өлшеусіз береді. Әке өз ұлын сүйеді, һәм һәмме нәрсені оның қолына тапсырған. Ұлға сенген адам мәңгілік өмірге ие болады. Ұлды тыңламаған адам өмір көрмейді. Ал Құдайдың ғажабы оның үстінде қалады. Юхан жазған қош хабар, 4-ші бап. Фарисейлер Исаның Яхияға қарағанда көп шәкірт арттырып, оларды шомылдырып жүргенін естіді. Хақиқатында Исаның өзі емес, ал шәкіртлері шомылдыратығын еді. Иеміз Иса бұны білгенде, Яхудиядан шығып және Галилаға кетті. Баратырып, Самария арқалы өтуі керек еді. Солай етіп, ол Самарияның Сихар деп аталған қаласына келді. Бұл қала Яқыптың өз баласы Юсупке берген жеріне жақын еді. Сол жерде Яқыптың құдығы да бар еді. Иса жол жүріп шаршағандықтан құдықтың қасында отырды. Сағат 12-лер шамасында еді. Сол уақытта Самариялы бір аял су алуға келді. Иса оған: "Маған ішуге су бер", деді. Ал Исаның шәкіртлері азық ауқат сатып алу үшін қалаға кеткен еді. Самариялы аял: "Сен Яхудисің, ал мен Самариялы аялмын. Қалай менен су сорап тұрсаң?" деді. Өйткені Яхудилер Самариялылар менен қарым-қатынас жасамайды. Иса аялға: "Егер сен Құдайдың сыйын, һәм маған ішуге су бер деп айтып тұрғанның кім екенін білгеніңде, сенің өзің ондан сорар едің. Ол саған тірі су берер еді", деп жауап берді. "Мырза, сенде су алатығын еш нәрсе жоқ қо. Құдық болса терең. Сен тірі суды қаяқтан аласың? Сен бұл құдықты біздерге берген, өзі де, балалар да, маллар да оннан су ішкен. Бабамыз Яқыптан ұлымысың?" деді аял. Иса аялға былай деп жауап берді: "Бұл судан ішкен әрбір адам және шөллейді. Бірақ мен беретін судан ішкен әрбір адам мәңгіге шөллемейді. Керісінше, мен беретін су оның ішінде мәңгілік өмір беретін тірі бұлаққа айланады." Аял Исаға: "Мырза, енді шөллемеуім үшін, һәм су алуға бұл жерге келмеуім үшін, осы суда маған бер", деді. "Барып күйеуіңді бұл жерге шақырып кел", деді Иса. Аял оған: "Менің күйеуім жоқ", деп жауап берді. "Күйеуім жоқ деп сен дұрыс айттың. Сенің 5 күйеуің болды. Қазір бірге жасап атырған адамың да күйеуің емес. Бұны сен дұрыс айттың", деді Иса. Аял оған: "Мырза, сенің пайғамбар екеніңе көзім жетіп тұр. Ата-бабаларымыз бұл тауда сыйынды. Бірақ сіздер сыйынуға тиісті жер Иерусалимде дейсіздер", деді. Иса оған былай деді: "Аял, маған сен, Құдай әкеге бұл тауда да, Иерусалимде де сыйынбайтын уақыт келді. Сіздер білмейтұғыныңызға сыйынасыздар, ал біздер білетұғынымызға сыйынамыз. Себебі құтқарылу Яхудилерден, бірақ хақиқи сыйынушылардың Құдай әкеге рух һәм хақиқаттық менен сыйынатын уақыт келеді. Әне, сол уақыт әзір келді. Құдай әке де өзіне ұслай сыйынатынларды іздеп атыр. Құдай рух. Оған сыйынатынлар да рух һәм хақиқаттық менен сыйынуы тиіс." Аял Исаға: "Құтқарушы Масихтың келетұғын білемен. Ол келгенде біздерге һәммесін білдіреді",
деді. Иса оған: Сенің менен сөйлесіп тұрған мен солман, деді. Сол уақытта Исаның шәкіртлері келді. Һәм оның бір хаялменен сөйлесіп тұрғанын көріп, хайран қалысты. Бірақ олардың еш қайсысы: сен онан не сұрап тұрсаң, ямаса оның менен неге сөйлесіп тұрсаң, деп сұрамады. Сонда хаял күзесін қалдырып, қалаға кетті. Һәм адамларға: келіңлер, маған істеген істерімнің һәммесін айтып берген адамды көріңлер. Ол Масих емес пе екен? деді. Адамlar қаладан шығып Исаға қарай жүрді. Соның арасында шәкіртлері Исадан өтініп: Ұстаз, ауқат же, деді. Бірақ Иса оларға: менде сіздер білмейтін ауқат бар, деді. Шәкіртлер бір-біріне: мүмкін біреу оған ауқат әкелген шығар, десті. Бірақ Иса оларға былай деді: менің ауқатым мені жібергеннің еркін орындау һәм оның ісін тамамлау. Сіздер жиын терімге елі 4 ай бар деп айтпайсыздар ма? Бірақ сіздерге айтатыным, көздеріңізді ашып егінлікке қараңлар. Олар пісіп, жетілісіп, жиын терімге таяр тұр. Орақшы өз хақын алады һәм мәңгілік өмір үшін сүрәт жинайды. Солай етіп, еккенде, орғанда бірге қуанады. Біреу егеді, басқасы орады деген нақыл ұсыған тура келеді. Мен сіздерді өздеріңіз минет етпеген зүрәтті оруға жібердім. Басқалар минет еткен еді, ал сіздер олардың минетінің зүрәтін алдыңлар. Ол маған істеген істерімнің һәммесін айтып берді деген хаялдың гуалығы себеплі, сол қаладағы самариялылардың көбісі Исаға ісенді. Сонлықтан самариялылар Исаға келіп, өздеріменен қалуды өтінді. Ол сол жерде 2 күн қалды. Исаның сөзін естіп, және де көбірек адамдар ісенді. Олар хаялға: біздер енді сенің сөздерің себеплі емес, ал оның сөздерін өздеріміз естіп, оның хақиқаттан да дүнияның құтқарушысы екенін біліп, сенеміз, десті. 2 күн өткеннен соң Иса сол жерден шығып Галилаға кетті. Исаның өзі: пайғамбар өз отанында қадірсіз, деп айтқан еді. Ол Галилаға келгенде, Галилалылар оны жылы жүздікпенен қабыл алды. Өйткені олар да Иерусалимдегі құтқарылу байрамына барып, Исаның сол жерде істеген барлық істерін көрген еді. Иса және өзі суды шарапқа айландырған Галиланың Кана қаласына келді. Сол жерде патшаның бір қызметкері болып, оның ұлы Кафарнаумда ауырып жатырған еді. Ол Исаның Яһудиядан Галилаға келгенін естіп, оған барды. Келіп, өлім төсегінде жатырған ұлына шифа беруді Исадан өтінді. Иса оған: сіздер караматты белгілерді һәм таң қаларлық нәрселерді көрмегенше сенбейсіздер, а? деді. Патша қызметкері Исаға: мырза, ұлым өліп қалмастан бұрын келе көр, деді. Иса оған: бар, ұлың жасайды, деді. Ол адам Исаның сөзіне сеніп кетті. Жолда кетірганда оны қызметшілері қарсы алып, оған баласының тірі қалғанын айтты. Ол қызметшілерінен баласының ахуалының сағат нешеде жеңілескенін сұрағанда, олар: кеше түскі сағат 1-де ысылығы түсті, десті. Сонда баланың әкесі бұның: ұлың жасайды, деп Иса айтқан уақытта болғанын біліп, оның өзі һәм шаңырағындағылардың һәммесі сенді. Бұл Исаның Яһудиядан Галилаға келгеннен соң істеген 2-ші караматы еді. Юхан жазған қош хабар 5-ші бап. Бұндан соң Яһудилердің бір байрамы болып, Иса Иерусалимге кетті. Иерусалимдегі қой дарвазасы қасында еврейше Бейтесда деп аталған 5 айвалды бір хауыз бар еді. Бұл жерде соқыр, ақсақ һәм ләң болған жүда көп кесел адамдар жататығын еді. Сол жерде 38 жылдан бері кесел болған бір адам бар еді. Иса оның жатырғанын көргенде, ұзақ уақыттан бері осы ахуалда екенін біліп, онан: тәуір болуды қалайсың бе? деп сұрады. Кесел адам оған: мырза, су қозғалғанда мені хауызға түсіретұғын ешкімім жоқ. Мен бараман дегенше,
басқа адам менен бұрын түсіп алады. Деді. Иса оған, орнынан тұр, төсегіңді ал да жүр. Деді. Ол адам сол уақытта шипа тапты. Һәм төсегін алып жүріп кетті. Бұл демалыс күні еді. Сондықтан Яһуди басшылары шипа тапқан адамға, Бүгін демалыс күні ғой. Төсегіңді алып жүруге болмайды. Деді. Бірақ сол адам оларға былай деп жауап берді. Маған шипа берген адам төсегіңді алда жүр деді. Саған төсегіңді алда жүр деген адам кім? Деп сұрады олар. Ал шипа тапқан адам оның кім екенін білмей тұғын еді. Себебі Иса сол жердегі халықтың арасында көрінбей қалған еді. Соңынан Иса сол адамды ибадатханада ұшыратып қалды. Һәм оған, міне, сен шипа таптың. Саған және де жаманырақ нәрсе болмау үшін бұндан былай күнә істеме. Деді. Сол адам барып, өзіне шипа берген адамның Иса екенін Яһуди басшыларына айтып берді. Сондықтан бұндай істерді демалыс күні істегені үшін Яһуди басшылары Исаны қудалай бастады. Бірақ Иса оларға былай деп жауап берді. Әкем күнге дейін минет етіп келді. Мен де минет етіп атырман. Сол себеплі Яһуди басшылары оны өлтіру үшін және де көбірек әрекет етті. Өйткені ол тек демалыс күнін бұзып қана қоймай, Құдайды әкем деп өзін Құдайға теңдестірген еді. Иса Яһудилерге былай деді. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Ол әкенің қылған істерін көрмегенше, өздігінен еш нәрсе істей алмайды. Әке нені істесе, ол да соны істейді. Себебі әке ұлын сүйеді, һәм істегенлерінің әммесін оған көрсетеді. Сіздерді хайран қалдыратуын бұлардан да ұлырақ істерді оған көрсетеді. Әкенің өлілерді тірілтіп, оларға өмір берген сияқты, ұлы да қалдеген адамына өмір береді. Әке ешкімді хүкім қылмайды. Ол бүткіл хүкімді ұлына тапсырған. Солай етіп, әмме адам әкені hürmet еткені сияқты, ұлды да hürmet етсін. Ұлды hürmet етпеген, оны жіберген әкені де hürmet етпеген болады. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Менің сөздерімді тыңлап, мені жібергенге сенген адамда мәңгілік өмір бар. Ол хүкім етілмей, өлімнен өмірге өтті. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Өлілердің Құдайдың ұлының дауысын естетін уақыт келеді. Һәм ол әзір келді де. Оның дауысын естігенлер тіріледі. Өйткені әкенің өзі өмірдің тикары болғаны сияқты, ұлдың өзіне де өмірдің тикары болуды рұқсат етті. Оған хүкім ету билігін де берді. Себебі ол адам ұлы. Бұған хайран қалмаңлар. Қабірдегілердің әммесінің оның дауысын естетуін уақыты кетір. Олар қабірлерден шығады. Жақсылық қылғанлар жасау үшін, жаманлық қылғанлар хүкім етілу үшін қайта тіріледі. Мен өздігімнен еш нәрсе істей алмайман. Қалай естісем, солай хүкім қыламан. Һәм менің хүкімім әділ. Өйткені мен өз еркімді емес, ал мені жіберген әкемнің еркін орындауға тырысаман. Егер мен өзім туралы өзім гуалық берсем, гуалығым хақиқи болмайды. Бірақ мен туралы гуалық беруші басқа біреу бар. Оның мен туралы беріп атырған гуалығының хақиқат екенін білемен. Сіздер Яхияға адамларды жібердіңдер. Ол хақиқат хақында гуалық берді. Мен адамның гуалығына мұқтаж болмасам да, бұларды сіздердің құтқарылуыңыз үшін айтып атырман. Яхия жанып, нұр шашып тұрған шырай еді. Сіздер оның нұрында аз уақыт қуануды қаледіңдер. Бірақ менде Яхияныкінен олырақ гуалық бар. Себебі әкемнің маған орынлауым үшін тапсырған істері, осы істеп атырған істерімнің өзі мені әкемнің жіберген хақында гуалық беріп атыр. Мені жіберген әкемнің өзі мен туралы гуалық беріп тұр. Сіздер ешқашан оның дауысында естімегенсіздер, жүзінде көрмегенсіздер. Оның сөздері де сіздерде жай алмайды. Өйткені сіздер оның жібергеніне сенбей атырсыздар. Сіздер мұқаддес жазуларды зерттейсіздер. Себебі олар арқылы мәңгілік өмірге ие боламыз деп ойлайсыздар. Ал олар мен туралы гуалық береді. Бірақ сіздер мәңгілік өмірге ие болу үшін маған келуді қалемейсіздер ғой. Мен адамлардан мақтау қабыл қылмаймын. Бірақ сіздерді білемен.
Кеуілдеріңізде Құдайдың сүйіспеншілігі жоқ. Мен әкемнің атынан келсем де, мені қабыл етпей атырсыздар. Егер басқа біреу өз атыменен келсе, оны қабыл етесіздер. Сіздер бір-біріңізден мақтау естуді жақсы көресіздер. Бірақ жалғыз Құдайдың мақтауына ерісуге ұмтылмайсыздар. Олай болса, маған қалай сене аласыздар? Мені әкемнің алдында сіздерді айыплайды деп ойламаңдар. Сіздерді айыплаушы өздеріңіз үміт ететін Муса болады. Мусаға сенгеніңізде маған да сенер едіңдер. Өйткені ол мен туралы жазған еді. Бірақ Мусаның жазуларына сенбесеңдер, менің сөздеріме қалай сенесіздер? Юхан жазған қош хабар, 6 бап. Bundan soң İsa Галила, яғни Тиберия теңізінің арғы жағасына өтті. Оның ауруларға істеген караматларын көргенліктен көп халық ізіне ерді. İsa тауға шығып, шәкіртлерімен бірге сол жерде отырды. Яһудилердің құтқарылу байрамы жақындап қалған еді. İsa басын көтеріп, өзіне қарай көп халықтың келтіргенін көріп, Филипптен бұл адамдарға жегізу үшін нанды қайдан сатып аламыз деп сұрады. İsa бұл гәпте оны сынау үшін айтты. Себебі ол не істей жақ екенін өзі білетін еді. Филипп оған: олардың әр біріне аз-маз берсек те 200 динарлық нан жетпейді ғой, деп жауап берді. Шәкіртлерінен бірі, Симон Петрдің туысқаны Андрей İsa'ға: бұл жерде бір балада 5 арпа наны менен 2 балық бар. Бірақ ұсыншама адам үшін бұлар не болады? Деді. İsa: халықты жерге отырғызыңдар, деді. Ол жерде шөп көп болғандықтан 5000-ға шамалас ер адам жерге жамбаслады. Сонда İsa налларды алып, Құдайға шүкірлік етті де отырғанларға үлестіріп берді. Сол сияқлы оларға балықларды да қалегенше бөліп берді. Әмме жеп тойғанда İsa шәкіртлеріне: ауысқан бөліктері жинап алыңдар, еш нәрсе зая болмасын, деді. Солай етіп, шәкіртлер адамдар жеген 5 арпа нанынан ауысқан бөліклерді жинап, үлкен 12 себет толтырды. Халық İsa'ның істеген караматын көріп: Хақиқаттан да бұл дүнияға келетін пайғамбар екен, десті. İsa олардың келіп өзін патша қылу үшін зорлық білен ұсталacak екенін білгенде, және жалғыз өзі тауға шығып кетті. Кеш болғанда İsa'ның шәкіртлері теңізге барды. Олар бір қайыққа мініп, теңіздің арғы жағасында Капернаумға қарай жол алды. Қараңғы түссе де, İsa еле олардың қасына келмеген еді. Күшлі самал есіп, теңіз толқылдана бастады. Шәкірттер 5-6 шақырымдай жүзгеннен соң, теңіздің үстіменен жүріп, қайыққа жақындасып келатырған İsa'ны көріп, қорқып қалысты. Бірақ İsa оларға: бұл мен, қорқпаңлар, деді. Сонда олар İsa'ны қайыққа міндірмекші болды. Қайық сол уақытта олар баратырған жағаға келіп тоқтады. Ертеңіне теңіздің арғы жағасында қалған халық ол жерде тек бір қайық болғанын, İsa'ның өзі шәкіртлеріменен бірге бұл қайыққа мінбегенін, ал тек шәкіртлерінің өздері кеткенін білді. Сонда иемі шүкірлік етіп берген нанды халық жеген жердің жақынына Тибериядан бірнеше қайықлар келді. İsa'ның да, шәкіртлерінің де ол жерде жоқ екенін көрген халық қайықларға мінді. Һәм İsa'ны іздеп Капернаумға кетті. Олар İsa'ны теңіздің арғы жағасынан тауып, оннан: ұстаз, сен бұл жерге қашан келдің? деп сұрады. İsa оларға жауап беріп: сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Сіздер мені караматлар көргеніңіз үшін емес, ал нан жеп тойғаныңыз үшін іздеп атырсыздар. Сіздер бұзылатуын азық үшін емес, ал мәңгілік өмірге сақланатуын азық үшін минет етіңдер. Оны сіздерге адам ұлы береді. Өйткені Құдай әке оған өз мөрін басып, билік берді, деді. Олар İsa'дан: Құдайға ұнайтығын іслерді істеуіміз үшін не қылуымыз керек? деп сұрады. Құдайға ұнайтығын іс, оның жібергеніне сену, деп жауап берді İsa. Олар İsa'ға: біздер көріп, саған сенуіміз үшін қандай карамат көрсете жақсың? Не істей жақсың? Жеу үшін оларға аспаннан нан берді деп жазылғандай,
ата бабаларымыз шөлде манна жеген. Деді. İsa оларға: Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Сіздерге аспаннан нан берген Муса емес, ал аспаннан хақиқи нанды сіздерге беріп тұрған менің әкем. Себебі Құдайдың наны аспаннан келіп, дүнияға өмір береді. Деді. Халық İsa'ға: Мырза, біздерге бұндай нанды әмме уақыт беріп тұр. Деді. İsa оларға былай деді: Мен өмір наныман. Маған келген адам еш қашан аш болмайды. Һәм маған сенген адам еш қашан шөллемейді. Бірақ мен сіздерге мені көрдіңлер, сонда да маған елі сенбей атырсыздар дедім ғой. Әкемнің маған бергенлерінің әммесі маған келеді. Маған келгенлерді еш қашан қуып шығармаймын. Өйткені мен өз еркімде емес, ал мені жібергеннің еркін орындау үшін аспаннан келдім. Оның маған бергенлердің ешбірін жойтпауым, ал ақырғы күнде әммесін тірілтуім, ол мені жібергеннің еркі. Әкемнің еркі, оның ұлын көріп, оған сенген әрбір адамның мәңгілік өмірге ие болуы, мен оны ақырғы күні тірілтемен. Сонда мен аспаннан келген нанман дегені үшін Яһудилер İsa'ға наразылық білдіре бастады. Бұл Юсуптың ұлы İsa емес пе? Біздер оның ата-анасын танимыз ғой. Енді қалай ол аспаннан келдім деп айтып отыр? Десті олар. İsa оларға былай деп жауап берді: Өзара наразы болмаңлар. Егер мені жіберген әкем алып келмесе, ешкім маған келе алмайды. Ал маған келгенді ақырғы күні тірілтемен. Пайғамбарлардың жазуларында әммесі Құдай тарапынан үйретіледі деп жазылған. Әкемнен естіп, онан үйренген әрбір адам маған келеді. Құдайдан келгеннен басқа ешкім әкені көрген емес. Әкені тек қана ол көрген. Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Сенген адам мәңгілік өмірге ие. Мен өмір наныман. Ата бабаларың шөлде манна жесе де өліп кетті. Бұл жерде аспаннан келген бір нан бар. Оны жеген адам өлмейді. Мен аспаннан келген тірі нанман. Егер кімде-кім бұл нанды жесе, мәңгі жасайды. Дүнияға өмір беру үшін мен беретін бұл нан өз денем. Сонда Яһудилер: Ол қалай біздерге өз денесін жеуге бере алады? деп өзара тартыса бастады. İsa оларға былай деді: Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Адам ұлының денесін жеп, қанын ішпесеңдер, сіздерде өмір болмайды. Менің денемді жеп, қанымды ішкен адамда мәңгілік өмір бар. Һәм мен оны ақырғы күні тірілтемен. Себебі менің денем хақиқи азық, қаным хақиқи ішімлік. Денемді жеп, қанымды ішкен адам менде жасайды. Мен онда жасаймын. Мені тірі әкем жібергендей, һәм менің әкем арқалы жасап атырғанымдай, менің денемді жеген адам да мен арқалы жасайды. Аспаннан түскен нан міне ұсы. Бұл нан ата бабаларыңыз жеген маннаға ұқсамайды. Олар өліп кетті. Ал бұл нанды жеген адам мәңгі жасайды. İsa бұл сөздерді Капернаумдағы мәжілісханада тәлім бергенде айтты. Шәкіртлерінің көбісі бұны естіп: Қандай қиын сөздер? Бұны кім қабылдай алады? деді. Шәкіртлерінің бұған наразы болғанын біліп, İsa былай деді: Бұл сөздер сеніңізге тосқалық қылып атыр ма? Егер адам ұлының бұрын болған жеріне көтерілген көрсеңізше, рух өмір береді, ал дене пайда келтірмейді. Сіздерге айтқан сөздерім рух һәм өмір, бірақ араңызда сенбейтұғындар бар. Өйткені İsa кімлердің сенбейтұғынын һәм кімнің өзіне сатқынлық істейтұғынын бұрыннан ақ білетұғын еді. İsa және: Әкем жол қоймаса, ешкім маған келе алмайды деп сол себепті айтқан едім. деді. Сол уақыттан баслап İsa'ның шәкіртлерінің көбісі кетіп қалып, енді оның менен жүрмейтұғын болды. Сонда İsa 12 шәкіртінен: Сіздерде кетпекшімісіз? деп сұрады. Симон Петр жауап беріп: Ем, біздер кімге барамыз? Сенде мәңгілік өмір сөздері бар. Біздер сенеміз һәм білеміз. Сен Құдайдың мұхадесі сен. деді. İsa оларға: Сіздерді 12-ні таңлап алған өзім емес пе? Бірақ араңыздағы біріңіз шайтан. дедім.
Ол Симон ұлы Яхуда Искариот хақында айтқан еді. Себебі Яхуда 12-нің бірі болса да, кейін Исаға сатқынлық істеді. Юхан жазған қош хабар, 7-ші бап. Соңынан Иса Галилея бойлап жүрді. Өйткені Яхуди басшылары оны өлтірмекші болғандықтан ол Яхудияда жүруді қаламады. Яхудилердің қос байрамы жақындап қалған еді. Сонда Исаның інілері оған: "Бұл жерден кетіп Яхудияға бар. Сенің істеп атырған істеріңді шәкіртлеріңде көрсін. Себебі өзін ашық танытпақшы болған адам жасырын іс істемейді. Егер сен осындай істер істеп атырған болсаң, өзіңді дүнияға көрсет" десті. Өйткені оған хәтте інілерде сенбей тұғын еді. Иса оларға: "Мен үшін ылайыклы уақыт елі келмеді. Ал сіздер үшін әр қандай уақыт қолайлы. Дүния сіздерді жек көре алмайды, бірақ мені жек көреді. Себебі мен оның істерінің жаман екендігі хақында гуалық беріп жүрмін. Сіздер байрамға барыңлар. Мен әзірше бұл байрамға бармаймын. Өйткені менің уақытым елі толмады" деді. Иса оларға осыларды айтып, Галилеяда қалды. Бірақ інілері байрамға кеткеннен соң, Исаның өзі де барды. Ашық түрде емес, ал жасырын барды. Яхуди басшылары Исаны байрамда іздеп, "Ол қаяқта?" деп сұрады. Халық арасында ол хақында көп сыбырлы сөздер болды. Біреулер: "Ол жақсы адам" десе, басқалар: "Яқ, ол халықты жолдан азғырып атыр" деді. Бірақ Яхуди басшыларынан қорққандықтан ешкім ол хақында ашық сөйлей алмайды еді. Байрамның ярымы өткенде Иса ибадатханаға кіріп, тәлім бере бастады. Яхуди басшылары: "Бұл адам еш оқымаған болса да, ұсыншама білімді қаяқтан алған?" деп таңғалысты. Иса оларға жауап беріп, былай деді: "Менің тәлиматым өзімдікі емес, ал мені жібергендікі. Кім-де-кім Құдайдың еркін орындағысы келсе, бұл тәлиматтың Құдайдан ба, ямаса мен өздігімнен айтып атырман ба, біліп алады. Өз атынан сөйлеуші өзіне ұлылық іздейді, ал өзін жібергеннің ұлылығын іздеуші хақиқатшыл. Онда жалған жоқ. Муса сіздерге мұқаддес низамды бермеді ме? Бірақ ешбіріңіз де мұқаддес низамды орламайсыздар. Мені не үшін өлтірмекшісіздер?" Халық: "Сені жынырған ба? Кім сені өлтірмекші?" деді. Иса сөзін дауам етіп, оларға былай деді: "Мен бір іс істедім. Әммеңіз бұған хайран қалып атырсыздар. Муса сіздерге сүннетті бұйырғанлықтан, сіздер демалыс күнінде де баланы сүннет етесіздер. Бірақ хақиқатында сүннет Мусадан емес, ал бабаңыз Ибраимнан қалған еді. Мусаның низамы бұзылмасын деп, бала демалыс күні болса да сүннет қылынады екен. Неге сіздер маған демалыс күні бір адамға толық шипа бердің деп ашуланасыздар? Сыртқы көрініске қарап хүкім етпеңлер, ал әділдікпенен хүкім шығарыңлар." Сонда айрым Иерусалимлілер: "Өлтірмекші болып атырғаны осы адам емес пе?" "Міне, ол ашық сөйлеп тұр. Ал олар оған еш нәрсе деп атырған жоқ. Мүмкін басшылар оның Масих екенін хақиқатында да тән алған шығар." "Бірақ біздер бұл адамның қаяқтан келгенін білеміз. Ал Масих келгенде оның қаяқтан келгенін ешкім білмейді" десті. Сол уақытта ибадатханада тәлім беріп тұрған Иса бәлен дауыспенен былай деді: "Сіздер мені, менің қаяқтан екенімді білесіздер. Мен өзімнен келгенім жоқ. Мені жіберген хақ. Сіздер оны білмейсіздер. Бірақ мен оны білемен. Себебі мен оннан келдім. Мені ол жіберді." Сонда олар Исаны ұстауға тырысты. Бірақ ешкім оған қол тигізбеді. Өйткені оның уақыты елі келмеген еді. Ал халық арасында көп адамдар оған сеніп: "Масих келгенде бұл адамнан да көбірек караматлар істер ме екен?" деді. Фарисейлер Иса хақында халық арасындағы бұл сөздерді естті. Сондықтан олар һәм бас руханилер Исаны ұстау үшін сақшыларды жіберді. Иса былай деді: "Мен сіздер менен бірге аз уақыт боламын. Соңынан мені жібергенге қайтып барамын. Мені іздейсіздер, бірақ таппайсыздар.
мен болатын жерге сіздер келе алмайсызлар. Сонда Яхуди башлары өзара бұл адам біздер таба алмайтұғындай қаяққа бармақшы. Ол греклер арасына тарқалып кеткен Яхудилерге барып, греклерге тәлім бермекші ме? Мені іздейсіздер, бірақ таппайсызлар. Мен болатұғын жерге сіздер келе алмайсызлар деген сөздер нені аңлатады екен? Десті. Байрамның соңғы ұлы күнінде Иса орнынан тұрып, бәлет дауыспенен былай деді: Кімде-кім шөлдесе, маған келіп ішсін. Мұхаддис жазуда айтылғандай, маған сенген адамның ішінен тірі су дариясы ағады. Иса бұндай деп, өзіне іселетіғылар алатығын мұхаддис рух хақында айтқан еді. Себебі, ол елі ұлылыққа еріспегеліктен, оларға мұхаддис рух елі берілмеген еді. Қалқ арасынан айырымлар бұл сөздерді естіп, бұл хақиқаттан да пайғамбар деді. Басқалары бұл Масих десті. Ал кейбіреулері Яқ, Масих Галиладан келетұғын ба еді? Мұхаддис жазуда Масих Дауыттың ұрпағынан болып, Дауыттың ана жұрты Бейтлехем ауылынан келеді деп жазылған емес пе? Десті. Солай етіп, Иса себеплі халық арасында бөліну пайда болды. Олардың кейбіреулері оны ұстамақшы болды. Бірақ ешкім оған қол тигізбеді. Сақшылар қайтып келгенде, бас руханилер менен парисейлер олардан: неге оны алып келмедіңлер? деп сұрады. Сақшылар жауап беріп: ешкім ешқашан бұл адам сияқлы сөйлеген емес деді. Парисейлер оларға: сіздер де алдандыңыз ба? Басшылардан ямаса парисейлерден оған ісенген адам болды ма сірә? Бірақ мұқаддес низамды білмейтұғын бұл халық нәлет етілген деді. Олардың бірі бұрын Исаға келген Никодим атлы адам оларға: низамымыз бойынша тәслеп адамды тыңламай тұрып, оның не іслегенін білместен үкім етуге бола ма? деді. Оған: сен де Галиладансың ба? Мұхаддис жазуды жақсылап оқы, сонда Галиладан пайғамбар шықпайтұғынын білесің десті олар. Соңынан әммесі үйлеріне тарқасты. Юхан жазған қош хабар 8-ші бап. Ал Иса Зайтун тауына кетті. Таң атқанда ол және ібадатханаға қайтып барды. Бүткіл халық оның қасына келді. Һәм Иса отырып, оларға тәлім бере бастады. Сонда діни мұғалімдер менен парисейлер Исаның алдына бұзықшылық істеп атырғанда ұсталған бір хаялды алып берді. Хаялды ортаға тұрғызып: ұстаз, ол хаял бұзықшылық істеп атырғанда ұсталды. Муса низамда біздерге бұндай хаялларды таспенен ұруды бұйырған. Сен не дейсің? деді. Олар бұл сөздерді Исаны сынап, оны айыплайтұғын бір сылтау табу үшін айтты. Бірақ Иса еңкейіп, бармағы менен жерге жазып отыра берді. Олар сұрауларын дауам ете бергеннен соң, Иса түргеліп: араңызда кім күнәсіз болса, сол бірінші болып хаялға тас атсын деді. Соңынан және еңкейіп жерге жаза берді. Олар бұл сөздерді естігенде, жасы үлкендерінен баслап, бірін-бірін кете бастады. Ақырында жалғыз Иса менен ортада тұрған хаял қалды. Иса орнынан тұрып, хаялға: хаял, олар қаяқта? Ешкім сені айыпламады ма? деді. ешкім, мырза, деп жауап берді хаял. Иса оған: мен де сені айыпламаймын. Бар, бұннан бұлай күнә істеме деді. Иса және халыққа былай деді: мен дүнияның нұрыман. Кімде-кім маған ерсе, қараңғылықта жүрмейді, ал өмір нұрына ие болады. Сонда парисейлер Исаға: сен өзің хақында өзің гуалық беріп атырсаң, сенің гуалығың хақиқат емес деді. Иса оларға жауап беріп, былай деді: мен өзім хақында өзім гуалық берсем де, гуалығым хақиқат. Өйткені мен қаяқтан келгенімді, һәм қаяққа кететінімді білемен. Ал сіздер менің қаяқтан келгенімді, һәм қаяққа кететінімді білмейсіздер. Сіздер адамның ой пікіріменен үкім етесіздер. Ал мен ешкімді үкім етпеймін.
Егер мен hüküm etsem de, менің hükümüm әділ. Себебі мен жалғыз емеспін. Мен һәм мені жіберген әкем екеуміз бірге hüküm етеміз. Сіздердің мұқаддес низамыңызда екі адамның гуалығы дұрыс деп жазылған ғой. Мен өзім хақында өзім гуалық беремін, һәм мені жіберген әкем де гуалық береді. Сонда олар Исадан, сенің әкең қайықта? деп сұрады. Иса оларға, сіздер мені де, менің әкемді де білмейсіздер. Егер мені білгеніңізде, әкемді де білер едіңдер. деді. Иса бұл сөздерді ібадатханада тәлім беріп атырып, садақа құтысының қасында айтты. Бірақ ешкім оны ұсламады. Өйткені оның уақыты елі келмеген еді. Иса оларға және, мен кетіп баратырман. Сіздер мені іздейсіздер. Бірақ өз күнәларыңызбен өлесіздер. Менің баратын жеріме сіздер келе алмайсыздар. деді. Сонда Яхуди басшылары өзара, ол өзін өзі өлтіре жақ бекен? Неге менің баратығын жеріме сіздер келе алмайсыздар деп атыр? десті. Иса оларға былай деді. Сіздер төменненсіз. Мен жоғарыданмын. Сіздер бұл дүниядансыз. Ал мен бұл дүниядан емеспін. Сондықтан мен сіздер өз күнәларыңызбен өлесіздер деген едім. Себебі менің сол екеніме сенбесеңдер, өз күнәларыңызбен өлесіздер. Сонда олар Исадан, сен кімсің? деп сұрады. Иса оларға, бастан-ақ сіздерге кім туралы айтқан болсам, анық солман. Сіздер туралы айтатұғын, һәм сіздерді hüküm ететұғын көп нәрселерім бар. Мені жіберген хақиқат, һәм мен оннан не естісем, дүнияға соны сөйлеймін. деді. Олар Исаның әке хақында айтып тұрғанын түсінбеді. Солай етіп, Иса былай деді. Адам ұлын жоғары көтергеніңізде, менің сол екенімді, һәм өздігімнен еш нәрсе істемегенімді, ал әкемнің маған үйреткенлерін айтқанымды біліп аласыздар. Мені жіберген, менің менен бірге. Ол мені жалғыз қалдырмады. Өйткені мен һәмме уақыт оған ұнайтұғын істерді істеймін. Иса бұл сөздерді айтқанда, оған көп адамдар ісенді. Сол уақытта Иса өзіне ісенген яһудилерге, егер менің сөздерім бойынша жасасаңлар, хақиқи шәкірттерім боласыздар. Сіздер хақиқатты біліп аласыздар. Хақиқат сіздерді азат қылады. деді. Біздер Ибраимның ұрпағымыз. Еш қашан ешкімге құл болмағанбыз. Неге азат боласызлар деп атырсаң? деді олар. Иса оларға жауап беріп, былай деді. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Күнә істейтұғын әрбір адам күнәнің құлы. Құл үйде мәңгі қалмайды. Ол мәңгі қалады. Сондықтан егер ол сіздерді азат қылса, хақиқаттан азат боласыздар. Сіздердің Ибраимның ұрпағы екеніңізді білемін. Бірақ мені өлтіруді қалайсыздар. Себебі менің сөзім кеуіліңізден жай алмайды. Мен әкемнен көргенімді айтаман. Ал сіздер әкеңізден естігеніңізді істейсіздер. Олар Исаға жауап беріп, біздердің бабамыз Ибраим ғой, десті. Иса оларға, егер сіздер Ибраимның ұрпақтары болғаныңызда, Ибраимның істерін істер едіңдер. Бірақ енді мені Құдайдан естіген хақиқатты сіздерге айтқан адамды өлтіре жақсыздар. Ибраим бұндай істі істемеді. Сіздер өз әкеңіздің істерін қылып атырсыздар. деді. Біздер некесіз туылған жоқпыз. Біздердің бір ғана әкеміз бар. Ол Құдай. деп жауап берді олар. Иса оларға былай деді. Егер Құдай сіздердің әкеңіз болғанда, мені сүйер едіңдер. Өйткені мен Құдайдан келдім, һәм осы жердемен. Мен өздігімнен келгенім жоқ. Мені ол жіберді. Неге айтқанларыма түсінбейсіздер? Себебі менің сөзімді тыңлай алмайсыздар. Сіздер өз әкеңіз шайтаннансыз. Сіздер оның тілеклерін орындауды қалайсыздар. Ол бастан-ақ адам өлтіруші еді. Ол хақиқат тарапында тұрмаған, өйткені онда хақиқатлық жоқ. Ол өтірік сөйлеген уақытта өз табиғатына тән сөйлейді. Себебі ол өтірікші һәм өтіріктің әкесі. Бірақ мен хақиқатты айтып тұрғанлықтан маған сенбей атырсыздар.
Қайсы біріңіз мені күнәлі деп айыплай аласыз? Егер хақиқатты айтып тұрған болсам, неге маған сенбей атырсыздар? Кім Құдайдан болса, Құдайдың сөздерін тыңлайды. Ал сіздер Құдайдан болмағандықтан тыңламай атырсыздар. Яһудилер Исаға жауап беріп, сен самариялысың, һәм сені жын ұрған деп айтқанымыз дұрыс емес пе? Деді. Иса жауап беріп, былай деді. Мені жын ұрған жоқ, бірақ мен әкемді hürmet қыламан. Ал сіздер мені масқаралап атырсыздар. Мен өзіме ұлылық іздемеймін. Ұлылығымды іздеуші һәм hüküm етуші біреу бар. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Кім сөздерімді орыласа, ол ешқашан өлім көрмейді. Яһудилер Исаға, сені жын ұрғанын енді білдік. Ибраим һәм пайғамбарлар өліп кетті. Ал сен, кім менің сөздерімді орыласа, ол ешқашан өлім көрмейді деп атырсаң. Сен біздердің бабамыз Ибраимнан ұлымысаң? Ол да, пайғамбарлар да өліп кеткен. Сен өзіңді кім деп санайсаң? Деді. Иса жауап беріп, былай деді. Егер мен өзімді ұлыласам, менің ұлылығым пүш болады. Мені ұлылайтуын, сіздер Құдайымыз деп атайтуын менің әкем. Сіздер оны білмейсіздер, ал мен оны білемен. Егер оны білмеймін десем, сіздер сияқлы өтірікші боламан. Бірақ мен оны білемен, һәм оның сөзін орындайман. Бабаңыз Ибраим менің келетін күнімді көретуына қуанды, һәм көріп шадланды. Яһудилер Исаға, сен елі 50 жасқа да толғаның жоқ қо? Сен Ибраимді көрдің бе? Деді. Иса оларға, сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Ибраим туылмастан бұрын мен бар едім. Деді. Сонда олар Исаға лақтыру үшін тас алды. Бірақ Иса олардан жасырынып, ібадатханадан шығып кетті. Юхан жазған қош хабар, 9-шы бап. Иса өтіп баратырғанда, іштен соқыр болып туылған бір адамды көрді. Шәкіртлері Исадан, ұстаз, бұл адамның соқыр болып туылуы кімнің күнәсі себеплі болды? Өзінің бе, ямаса ата-анасының ба? Деп сұрады. Иса былай деп жауап берді. Бұл адамның өзінің де, ата-анасының да күнәсі себеплі болған жоқ. Құдайдың іслері оның өмірінде көріну үшін ол соқыр болып туылды. Елі күндіз екен, мені жібергеннің іслерін істеуіміз керек. Түн келеді, сонда ешкім істей алмайды. Мен дүнияда екенмен, дүнияның нұрыман. Иса бұл сөздерді айтып болып, жерге түкірді де, түкіріктен ылай істеп, оны соқырдың көздеріне жақты. Һәм оған, барып, Силоха хауызында жуын, деді. Силоха жіберілген деген мәністі білдіреді. Ол барып жуынды, һәм көздері көретұғын болып қайтып келді. Сонда қоңшылары, һәм бұрын оның тіленшілік етіп отырғанын көргенлер, бұл тіленшілік етіп отыратұғын сол адам емес пе? Деді. Біреулері, ауа, сол. Десе, басқалары, яқ, ол тек соған ұқсайды. Десті. Ал оның өзі, мен сол адамман. Деді. Олай болса, көздерің қалай ашылды? Деп сұрады олар. Ол жауап беріп, Иса деген адам алай іслеп, көздеріме жақты. Һәм маған, Силоха хауызіне барып, жуын, деді. Сонда мен барып, жуындым, һәм көздерім көретұғын болды. Деді. Олар, ол қаяқта? Деп сұрады. Білмеймін. Деді ол. Адамлар бұрын соқыр болған адамды фарисейлердің алдына алып барды. Исаның ылай істеп, соқырдың көзін ашқан күн демалыс күні еді. Сонда фарисейлер де оннан көздерінің қалай көретұғын болғанын сұрады. Сол адам оларға, Иса менің көздеріме ылай жақты. Мен жуындым, һәм енді көретұғын болдым. Деді. Сонда кейбір фарисейлер, бұл адам Құдайдан емес, өйткені демалыс күні жұмыс істеп жатыр. Деді. Бірақ басқалары, күнәкар адам бұндай караматларды қалай істей алады? Деді. Солай етіп, олардың арасында бөліну пайда болды. Олар және бұрын соқыр болған сол адамнан
көзлеріңді ашқан сол адам хақында сен не айтасың? Деп сұрады. Ол пайғамбар, Деді ол. Бірақ Яхуди басшылары көздері ашылған адамның ата-анасын шақыртпағанша, оның бұрын соқыр болғанына, һәм енді көздерінің көретұғына сенбеді. Олар оның ата-анасынан: Іштен соқыр болып туылды деп айтқан ұлыңыз осы ма? Енді ол қалай көретұғын болды? Деп сұрады. Оның ата-анасы жауап беріп: Оның біздердің ұлымыз екен, һәм соқыр болып туылғанын білеміз. Бірақ енді қалай оның көретұғын болғанын, һәм оның көздерінің кімнің ашқанын білмейміз. Өзінен сораң, ол ер жеткен, өзі үшін өзі сөйлесін. Деді. Соқыр адамның ата-анасы Яхуди басшыларынан қорқарлықтан ұсылай деді. Себебі Яхуди басшылары: Кім Исаның Масих екенін тан алса, ол мәжілісханадан қуылсын, деп тіл біріктірген еді. Сондықтан оның ата-анасы: Ол ер жеткен, өзінен сораң, деген еді. Солай етіп, фарисейлер соқыр болған адамды екінші мәрте шақырып, оған: Хақиқатын айтып, Құдайды мақта. Біздер бұл адамның күнәкар екенін білеміз, деді. ол күнәкар ма, күнәкар емес пе, білмеймін. Мен тек бір нәрсені білемін. Соқыр едім, енді көретұғын болдым. Деп жауап берді ол. Олар және оннан: Ол саған не істеді? Көзлеріңді қалай ашты? Деп сұрады. Мен сіздерге жаңа ғана айттым ғой, бірақ сіздер тыңламадыңлар. Және не еспекшісіздер? Сіздерде оның шәкірттері болуды қайлайсыздар ме? Деп жауап берді ол. Сонда Яхудилер оған жекірініп: Сен оның шәкірті, ал біздер Мусаның шәкіртлеріміз. Құдайдың Мусаменен сөйлескенін білеміз, бірақ бұл адамның қаяқтан келгенін білмейміз, деді. Көзі ашылған адам оларға: Таң қаларлығы солда. Сіздер оның қаяқтан келгенін білмейсіздер. Бірақ ол менің көздерімді ашты. Біздер Құдайдың күнәкарларды тыңламайтұғынын білеміз. Бірақ кімде-кім Құдайды сыйлап, оның еркін орынласа, соны тыңлайды. Дүние бар болғалы, іштен соқыр болып туылған адамның көзін біреудің ашуы еш естілмеген гәп. Егер бұл адам Құдайдан болмағанда, еш нәрсе істей алмас еді, деді. Яхудилер оған жауап беріп: Өзің бүткіллей күнәға батып туылғансаң, сен бе біздерді үйрететұғын? Деп оны қуып шығарды. Фарисейлердің оны қуып шығарғанын естіген Иса оны тауып: Сен адам ұлына сенесен бе? Деп онdan сұрады. Ол жауап беріп: Мырза, ол кім? Маған айт, мен де оған сенейін, деді. Иса оған: Сен оны көрдің. Міне, сенің міне сөйлесіп тұрған оның өзі, деді. Сонда ол: Ием, сенемін, деп Исаға табынды. Иса: Соқырлар көрсін, көретұғылар соқыр болсын деп, мен бұл дүнияны үкім етуге келдім, деді. Исаның қасында болған айрым фарисейлер бұл сөздерді естіп, оған: Не? Біздерді соқырмыз ба? деді. Иса оларға: Егер сіздер соқыр болғаныңызда күнәңіз болмас еді. Бірақ көздеріміз көреді дегеніңіз үшін күнәңіз мойныңызда қалады, деді. Юхан жазған қош хабар 10 бап. Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Кім қой қораға қапыдан кірмей, басқа жерден асырылып түссе, ол ұры һәм басқыншы. Ал қапыдан кірген адам қойлардың шопаны. Қарауыл оған қапыны ашып береді. Қойлар шопанның дауысына құлақ салады. Ол өз қойларын атпа шақырып, оларды сыртқа алып шығады. Ол өз қойларының әммесін сыртқа шығарғаннан соң, олардың алдында жүреді. Қойлар да оның ізіне ереді. Өйткені олар шопанның дауысын таниды. Олар жат адамның ізіне ермейді, ал онан қашып кетеді. Себебі жат адамның дауысын танымайды. Иса оларға осы тұмсалды айтып берді. Бірақ олар Исаның не айтпақшы болғанын түсінбеді. Сондықтан Иса және былай деді: Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Мен қойлар үшін қапыман.
Менен бұрын келгендердің әммесі ұрылар һәм басқыншылар еді. Қойлар оларға құлақ аспады. Мен қапыман. Кімде-кім мен арқалы кірсе құтқарылады. Ол кіреді, шығады һәм жайлау табады. Ұры тек ұрлау, өлтіру һәм набыт қылу үшін келеді. Бірақ мен олар өмірге ие болу үшін, дәулетлі өмірге ие болу үшін келдім. Мен жақсы шопанман. Жақсы шопан қойлары үшін жанын береді. Ал жалланған адам қойлардың шопаны һәм иесі емес. Сондықтан ол қасқырдың кетірген көріп, қойларды тастап қашып кетеді. Ал қасқыр қойларға шабуыл жасап, тарқатып жібереді. Өйткені ол жалланған адам болғанлықтан қойларды қайғырмай қашып кетеді. Мен жақсы шопанман. Әкемнің мені білетуіні, һәм менің әкемді білетуім сияқты, мен де қойларымды білемін. Олар да мені біледі. Мен қойларым үшін жанымды беремін. Менің бұл қорадан болмаған басқа да қойларым бар. Оларды да алып келуім тиіс. Олар менің даусымды естеді. Сонда бір шопаны бар, бір сұры болады. Мен жанымды қайтып алу үшін беремін. Сондықтан әкем мені сүйеді. Жанымды менен ешкім тартып ала алмайды. Бірақ мен оны өзім беремін. Менде оны беруге де, қайтып алуға да билік бар. Бұл бұйрықты мен әкемнен алдым. Осы сөздер себеплі Яһудилер арасында және бөліну пайда болды. Олардың көбісі оны жын ұрған. Оның есі дұрыс емес. Неге оны тыңлап тұрсызлар? Деді. Ал басқалары бұл жынлы адамның сөздері емес. Жын соқырдың көзлерін аша ала ма? Деді. Сол уақытта Иерусалимде ібадатхананы бағышлау байрамы болды. Қыс еді. Иса ібадатханада Сулайманның айуанында жүрген еді. Яһуди басшылары оның атрапына жиналып, қашанға дейін біздерді түсінбеушілікке саласаң? Егер сен Масих болсаң, біздерге ашығын айт. Деді. Иса оларға жауап беріп, былай деді. Мен сіздерге айттым, бірақ сіздер сенбей атырсыздар. Әкемнің атыменен қылған істерім мен туралы гуалық беріп атыр. Бірақ та сіздер сенбей атырсыздар. Себебі сіздер менің қойларым емессіздер. Менің қойларым даусыма құлақ асады. Мен оларды білемін. Олар менің ізіме ереді. Мен оларға мәңгілік өмір беремін. Һәм олар ешқашан набыт болмайды. Ешкім оларды менің қолымнан тартып ала алмайды. Оларды маған берген әкем һәммеден ұлы. Әкемнің қолынан оларды ешкім тартып ала алмайды. Мен һәм әкем бірміз. Сонда Яһуди басшылары оған лақтыру үшін жерден және тас алды. Иса олардан: мен сіздерге әкем тапсырған көп жақсы істерді көрсеттім. Олардың қайсы бір үшін мені таспен ұрacақсызлар? деп сұрады. Яһуди басшылары Исаға жауап беріп: сені жақсы істерің үшін емес, ал Құдайға тіл тигізгенің үшін таспен ұрacақпыз. Сен адам бола тұра, өзіңді Құдайман деп атырсаң. деді. Иса оларға былай деді: мен сіздер құдайларсыз дедім, деп мұқаддес низамыңызда жазылған емес пе? Құдай өз сөзін жіберген адамларды құдайлар деп атаған ғой. Мұқаддес жазуды бекарлауға болмайды. Әкенің өзіне ажыратып алып, дүнияға жіберген мені Құдайдың ұлыман дегенім үшін неге Құдайға тіл тигізіп атырсаң дейсіздер? Егер әкемнің істерін қылмай атырған болсам, маған сенбеңдер. Бірақ оның істерін қылып атырған болсам, маған сенбесеңдер де қылған істеріме сеніңдер. Сонда әкенің менде, менің әкеде екенімді түсініп, біліп аласыздар. Сол уақытта олар Исаны ұстауға және әрекет қылды. Бірақ Иса олардың қолларынан құтылып қалды. Иса және Иордан дариясының арғы жағасына, бұрын Яхияның адамдарды шомылдырып жүрген жеріне барып, сол жерде қалды. Оған көп адамдар келіп: Яхия ешқандай карамат істемеген еді. Бірақ оның бұл адам хақында айтқанларының әммесі дұрыс шықты. деді. Сол жерде көп адамдар Исаға сенді. Йохан жазған қош хабар 11-ші бап. Бетания деген ауылда Лазар атылып бір адам ауырып атырған еді. Оның қарындаслары Мәриям менен Марта да сол ауылда жасайтын еді. Кейінірек иеміз Исаға әтір май құйып, оның аяқларын шашы менен сүртетіғін хаял,
осы Мәриям еді. Апалы сіңлілі Исаға: ием, сенің жақсы көретұғын адамың ауырып атыр деп хабар жіберді. Иса бұны естіп: бұл аурудың ізі өліміне жұмақланбайды, ал Құдайдың ұлылану үшін болады. Солай етіп, бұл арқалы Құдайдың ұлы да ұлыланады, деді. Иса Мартаны, оның сіңлісін һәм Лазарды сүйетұғын еді. Иса Лазардың ауырып атырғанын естісе де, өзі болып атырған жерде және 2 күн қалды. Соңынан шәкіртлеріне: және Яхудияға барайық, деді. Шәкіртлері оған: Ұстаз, яхудилер сені жақында ғана таспен ұрмақшы еді ғой. Сен және сол жерге бара жақсаң ба? деді. Иса жауап беріп: күндіз 12 сағат бар емес пе? Күндіз жүрген адам сүрнігіп жығылмайды. Өйткені ол бұл дүнияның нұрын көреді. Ал түнде жүруші сүрнігіп жығылады. Себебі онда нұр жоқ, деді. Иса бұл сөздерді айтқаннан соң оларға және былай деді: достымыз Лазар ұйықтап қалды, бірақ мен оны ояту үшін кетіп баратырмын. Ием, ұйықтап қалған болса, тәуір болады, деді шәкіртлері. Иса Лазардың өлімін нәзерде тұтқан еді. Бірақ олар Иса қадимгі ұйқы хақында айтты деп ойлады. Сонда Иса оларға ашық айтып: Лазар өлді. Сіздердің сеніңіз үшін менің сол жерде болмағаныма сіздер үшін қуаныштымын. Ал енді оған барайық, деді. Сонда егіз деп аталған Томас шәкіртлерге: жүріңдер кеттік, біздер де оның менен бірге өлеміз, деді. Иса Бетанияға жақындағанда Лазардың қабірге қойылғанына 4 күн болғанын білді. Бетания Иерусалимге жақын 3 шақырымда жерде болғандықтан, көп яхудилер Марта менен Мәриямға ажағасының өлімі себеплі кеуіл айтуға келді. Марта Исаның кетірғанын естіп, оны қарсы алуға шықты. Ал Мәриям үйде қалды. Марта Исаға: ием, егер сен осы жерде болғаныңда ажағам өлмес еді. Бірақ әзірде сен Құдайдан не сұрасаң да, Құдайдың саған беретұғынын білемен, деді. Иса оған: сенің ажағаң тіріледі, деді. ақыреттегі қайта тірілуде оның да қайта тірілетұғынын білемен, деді Марта. Иса оған: мен қайта тірілу һәм өмірмен. Маған сенген адам өлсе де жасайды. Маған сеніп жасап атырған әрбір адам ешқашан өлмейді. Осыған сенесен бе? деді. Марта оған: ауа, ием, сенің дүнияға келетұғын Масих, Құдайдың ұлы екеніңе сенемен, деді. Марта ұсыны айтып болып кетіп қалды. Һәм Мәриямды шақырып алып: ұстаз осы жерде сені шақырып атыр, деп оған сыбырлады. Мәриям бұны естуден тез орнынан тұрды да Исаның жанына кетті. Иса елі ауылға кірмеген болып, ол Марта менен ұшырасқан жерде еді. Мәриям менен бірге үйде болған һәм оған кеуіл айтып отырған яхудилер оның асығыстық менен орнынан тұрып сыртқа шыққанын көрді. Олар оны жылау үшін қабірге кетті деп ойлап, ізіне ерді. Мәриям Иса тұрған жерге келгенде, оны көріп аяқларына жығылды да: ием, егер сен осы жерде болғаныңда ажағам өлмес еді, деді. Мәриямның һәм оның менен келген яхудилердің жылағанын көргенде, Иса рухи қиналып, жаны ашыды. оны қай жерге қойдыңдар? деп сұрады. ием, келіп көр, деді олар. Иса көзіне жас алды. Сонда яхудилер: қараңлар, оны қаншелі сүйер екен, деді. Бірақ олардың айырымлары: соқырдың көзлерін ашқан бұл адам Лазарды өлімнен аман алып қалмас па еді, деді. Иса және ішінен терең қайғырып, қабірге барды. Қабір бір үңгірде болып, оның аузы таспенен жабылған еді. Иса: тасты алып қойыңдар, деді. Мархумның қарындасы Марта Исаға: ием, енді есленіп баратыр, өйткені оның қабірге қойылғанына 4 күн болды, деді.
Иса оған: егер маған сенсең, Құдайдың ұлылығын көресің деп саған айтқан жоқ па едім? деді. Солай етіп, олар тасты алып қойды. Иса көздерін аспанға тігіп, былай деді: Әке, менің тілегімді есткенің үшін саған minnettarchilik білдіремен. Мені әмме уақыт естетуіңді білемен. Бірақ мен бұны осы жерде тұрған халық, мені сенің жібергеніңе сену үшін айттым. Иса осыларды айтып, бәлен дауыспенен: Лазар, сыртқа шық! деп бақырды. Сонда аяқ қоллары кепілдікпенен оралған, беті орамалменен байланған өлі тіріліп, сыртқа шықты. Иса оларға: оны шешіндіріп жіберіңдер, кете берсін, деді. Солай етіп, Мәриямға келіп, Исаның қылған істерін көрген яһудилердің көбісі Исаға сенді. Бірақ айрымлары фарисейлерге барып, Исаның қылған істері хақында айтып берді. Сонда бас руханилер менен фарисейлер жоғарғы кеңесте жиналып: Біздер не қылуымыз керек? Бұл адам көп караматлар істемекте. Егер оны өз еркіне жіберсек, әмме оған сеніп кетеді. Сонда римлілер келіп, ибадатханамызды да, елімізді де жоқ қылады, деді. Олардың бірі, сол жылы бас рухани болған Каяфа: сіздер еш нәрсені білмейсіздер. Бүткіл халық набыт болғаннан көре, бір адамның халық үшін өлуі сіздер үшін жақсырақ екенін түсінбейсіздер ме? деді. Ол бұл сөздерді өздігінен айтпаған еді. Сол жылы ол бас рухани болғандықтан Исаның яһуди халқы үшін, тек яһуди халқы үшін ғана емес, ал Құдайдың тарқалып кеткен балаларын жинап, бірлестіру үшін өлетігінің болжап айтқан еді. Солай етіп, сол күннен бастап олар Исаны өлтіруге тіл біріктірді. Сондықтан Иса енді яһудилер арасында ашық жүре алмайтын болды. Сонда ол шөлдің жақындағы Эфраим деген қалашаға кетіп, шәкіртлері менен бірге сол жерде қалды. Яһудилердің құтқарылу байрамы жақындап қалған еді. Діни рәсім бойынша тазалану үшін елдің әмме тарапынан көп адамдар байрамнан бұрын Иерусалимге келді. Олар Исаны іздеді, һәм ибадатханада тұрып: қалай ойлайсыздар? Ол байрамға келер ме екен? деп бір-бірінен сұрады. Ал бас руханилер менен фарисейлер Исаны ұстау үшін кімде-кім оның қай жерде екенін білсе, хабар беруді бұйырған еді. Юхан жазған қош хабар, 12-ші бап. Құтқарылу байрамынан 6 күн алдын Иса Бетанияға, өзі өлімнен тірілткен Лазар жасайтын жерге келді. Сол жерде Иса үшін кешкі зияпат берілді. Марта қызмет етіп жүрген еді. Иса менен дастархан атрапында жамбастап жатырғанлардың арасында Лазар да бар еді. Сонда Мариям ярым литр жүда қымбатлы сап қатыр майын алып келіп, Исаның аяқларына құйды, һәм оның аяқларын шашларымен сүртті. Үйдің іші майдың қош иісіне толып кетті. Сонда Исаның шәкіртлерінің бірі, соңынан оған сатқынлық істейтін Яһуда Искариот: не үшін бұл май 300 динарға сатылып, ақшасы жарлыларға берілмеді? деді. Бұл сөздерді ол жарлыларды ойлаған үшін емес, ал ұры болған үшін айтты. Орталықтағы пұлдың құтысы онда болып, ол құтыға салынғанlardan өзіне алатығын еді. Иса: аялды тынышына қой. Ол бұны менің жерленетін күнім үшін сақлап қойған. Жарлылар әмме уақыт сіздерменен бірге, бірақ мен сіздерменен әмме уақыт бірге болмаймын, деді. Көплеген яһудилер Исаның Бетанияда екенін біліп, сол жерге келді. Олар тек Иса үшін емес, ал ол өлімнен тірілткен Лазарды көру үшін да келді. Ал бас руханилер Лазарды да өлтіруге тіл біріктірген еді. Өйткені ол себеплі көп яһудилер олардан кетіп қалып, Исаға сенетін еді. Ертеңіне Иерусалимдегі байрамға келген көп халық Исаның да сол жерге келетінін естіп қалды. Олар құрма шақаларын алып, Исаны қарсы алуға шықты, һәм бәлент дауыспенен былай деді: Хосанна! Иеміздің атыменен келтірген Израилдің патшасы жарылқансын! Мұқаддес жазуда: қорықпа, Иерусалим халқы, міне, күрреге мініп, сенің патшаң келтір.
деп жазылғандай, Иса бір күрленін тауып, оған мінді. Оның шәкіртлері дәслеп, бұны түсінбеді. Бірақ Иса ұлылыққа еріскеннен соң, бұл сөздердің ол хақында жазылғанын, һәм халықтың бұларды ол үшін істегенін естеріне түсірді. Исаның Лазарды қабірден шақырып, оны өлімнен тірілткен уақытында Иса менен бірге болған халық көргенлерін айтып жүрді. Сондықтан Исаның бұл караматты істегенін естіген көп адамдар оны қарсы алуға шықты. Ал фарисейлер бір-біріне: көріп тұрсызлар ма? Қолыңыздан еш нәрсе келмей атыр. Бүткіл дүние оның ізіне еріп кетті, деді. Байрамда сыйыну үшін Иерусалимге келгендер арасында bazı греклер де бар еді. Олар Галиланың Бетсайда қаласынан болған Филиппке келіп: «Мырза, біздер Исаны көруді қалаймыз», деп өтініш етті. Филипп барып бұны Андрейге айтты. Андрей менен Филипп Исаға барып хабарлады. Иса оларға былай деп жауап берді: Адам ұлының ұлыланатын уақыты келді. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Бидай дәні жерге түсіп өлмесе, ол жалғыз қалады. Ал егер өлсе, көп зираат береді. Өз жанын сүйетін адам оны жойтады. Ал бұл дүнияда өз жанын жек көретін адам оны мәңгілік өмір үшін сақлайды. Кімде-кім маған қызмет етуді қалесе, ізіме ерсін. Мен қай жерде болсам, менің қызметшім де сол жерде болады. Кімде-кім маған қызмет етсе, оны әкем ізет етеді. Енді жүрегім қайғыға толды. Мен не дейін? Әке, мені бұл уақыттан құтқар дейін бе? Бірақ мен осы уақыт үшін келгенмен. Әке, өз атымды ұлыла. Сонда аспаннан: атымды ұлыладым. Мен оны және де ұлылайман, деген саза келді. Сол жерде тұрып, бұны естіген халық: аспан күркіреді, деді. Ал басқалары: оған періште сөйледі, деді. Иса оларға жауап беріп: бұл саза мен үшін емес, ал сіздер үшін естілді. Әзір бұл дүнияның хүкім етілетін уақыты келді. Әзір бұл дүнияның хакімі қуып шығарылады. Мен жерден жоғарыға көтерілгенімде, әмме адамларды өзіме тартаман, деді. Иса бұны қандай өлімменен өлетұғынын білдіру үшін айтты. Халық оған былай деп жауап берді: біздер мұқаддес жазудан Масихтың мәңгі жасайтұғынын естігенбіз. Қалай сен адам ұлы жоғарыға көтерілуі тиіс деп атырсаң? Бұл адам ұлы дегені кім? Иса былай деді: және аз уақыт нұр сіздерменен бірге болады. Сіздерді қараңғылық баспауы үшін нұр бар уақытта жүріп қалыңлар. Қараңғылықта жүрген адам қаяққа баратырғанын білмейді. Сіздерде нұр бар уақытта нұрға сеніңлер. Сонда нұрдың балалары боласылар. Иса осы сөздерді айтып болып, олардың көздерінен тасаланды. Иса олардың көз алдында сонша караматлар істесе де, олар Исаға ісенбеді. Солай етіп, Ишая пайғамбардың айтқан мына сөздері орынланды: ием, біздер айтқан хабарға кім ісенді? Иемнің құдіреті кімге көрінді? Сондықтан олар ісене алмады. Себебі Ишая пайғамбар және былай деген еді: Құдай олардың көзлерін соқыр етті, һәм жүреклерін тас қылды. Көзлері менен көрмейді, жүреклері менен түсінбейді. Мен оларға шипа беруім үшін маған қайтып келмейді. Ишая Исаның ұлылығын көргенліктен ол хақында сөйлеп, осы сөздерді айтқан еді. Соған қарамастан басшылар арасында да көбісі Исаға ісенді. Бірақ фарисейлерден қорқып, мәжілісханадан қуылмау үшін сенімдерін ашық мойынламады. Өйткені олар Құдайдың мақтауынан гөрі адамның мақтауын көбірек жақсы көрді. Сонда Иса бәлен дауыспенен былай деді: маған сенген адам мені жіберген Құдайға сенген болады. Және де мені көрген адам мені жіберген Құдайды көрген болады. Маған сенген әрбір адам қараңғылықта қалмау үшін мен дүнияға нұр болып келдім. Кімде-кім менің сөздерімді естсе де, бірақ оларды орламаса, мен оны хүкім етпеймін. Себебі мен дүнияны хүкім ету үшін емес, ал оны құтқару үшін келдім.
Meni tan almай, сөздерімді қабылламаған адамның hüküm етушісі бар. Менің сөйлеген сөзім ақырғы күні оны hüküm етеді. Өйткені мен өздігімнен сөйлеген жоқпан. Ал мені жіберген әкемнің өзі не айтуымды, һәм қалай сөйлеуімді маған бұйырды. Оның бұйрығының мәңгілік өмір екенін білемен. Сондықтан мен не айтсам да әкемнің маған айтқанын айтып жатырман. Юхан жазған қош хабар 13 бап. Құтқарылу байрамының алдыңғы күні Иса өзінің бұл дүниядан әкесінің жанына баратын уақыт келгенін білді. Ол бұл дүниядағы өзіне тиісті адамдарды сүйетіғын еді. Оларды ақырына дейін сүйді. Иса шәкіртлеріменен кешкі ауқатқа отырды. Шайтан әлі қашан Симон ұлы Яхуда Искариоттың көңіліне Исаға сатқынлық қылу ниетін салған еді. Иса әкесінің һәмме нәрсені оның қолына берген, өзінің Құдайдан келген, һәм Құдайға қайтып баратырғанын біліп, дастархан басынан тұрды. Сыртқы киімін шешті де, бір сүлгін алып беліне байлады. Соңынан ләгенге су құйып, шәкіртлерінің аяқларын жуып, беліндегі сүлгіменен сүрте бастады. Иса Симон Петрдің қасына келгенде, Петр оған: "Ием, менің аяқларым сен жуа жақсаң ба?" деді. Иса оған жауап беріп: "Менің не істеп атырғанымды сен қазір түсінбейсің, бірақ соңынан түсініп аласың", деді. "Менің аяқларымды сен ешқашан жумайсың", деді ол. "Егер мен сенің аяқларыңды жумасам, менің менен қатынаста болмайсың", деді Иса. Симон Петр Исаға: "Ием, онда тек аяқларымды емес, қолдарымды да, басымды да жуа көр", деді. Иса оған: "Шомылған адам бүткілдей таза, оның тек аяқларын ғана жуу керек. Сіздер де тазасыздар, бірақ һәммеңіз емес", деді. Иса өзіне кімнің сатқынлық қылатығын білетіғын еді. Сондықтан, бірақ һәммеңіз емес деген еді. Шәкіртлерінің аяқларын жуып болғаннан соң, Иса киімдерін киіп, жамбастап жатты да, оларға былай деді: "Менің сіздерге не істегенімді түсінесіздер ме? Сіздер мені ұстаз һәм ием деп атайсыздар. Дұрыс айтасыздар. Себебі мен солман. Мен сіздердің иеңіз һәм ұстазыңыз бола тұра, аяқларыңызды жуған болсам, сіздер де бір-біріңіздің аяқларыңызды жууыңыз тиіс. Мен сіздерге не істеген болсам, сіздер де соны істеуіңіз үшін мен сіздерге өрнек көрсеттім. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Қызметші қожасынан ұлы емес, елші де өзін жібергеннен ұлы емес. Егер сіздер бұларды біліп орындасаңыз, бақытлы боласыздар. Мен һәммеңіз туралы айтып атырған жоқпан. Мен өзімнің таңлап алғанларымды білемін. Бірақ мұхаддис жазудағы менің нанымды жеген маған қарсы қол көтерді деген сөздер орындалуы керек. Бұл жүз бергенде менің сол екеніме сеніңіз үшін мен сіздерге қазір бұл болмастан бұрын айтып атырман. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Кімде-кім мен жіберген адамды қабыл алса, оның мені қабыл алғаны болады. Кімде-кім мені қабыл алса, оның мені жібергенді қабыл алғаны болады." Иса бұларды айтқаннан соң рухи қиналып, ашық сөйлеп былай деді: "Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Араңыздағы біріңіз маған сатқынлық істейді." Шәкіртлері оның кімді нәзерде тұтып атырғанын түсінбей, бір-біріне қарасты. Шәкіртлер арасында бірі оның көкірегіне сүйеніп жатырған еді. Иса оны сүйетіғын еді. Симон Петр сол шәкіртке: "Ол кім туралы айтып атыр сора" деп ымлады. Исаның көкірегіне сүйеніп жатырған сол шәкірт оннан: "Ием, ол кім?" деп сорады. Иса жауап беріп: "Мен мына бір бөлек нанды малып, кімге берсем, ол сол", деді де, бір бөлек нанды малып, Симон ұлы Яхуда Искариотқа берді. Яхуда нанды алудан ақ, оның ішіне шайтан кірді. Иса оған: "Қылажақ ісіңді тезірек қыл", деді. Дастархан атрафында отырғандардың еш қайсысы Исаның бұл сөздерді Яхудаға не үшін айтқанын түсінбеді. Ақша құтысы Яхудада болғандықтан, Иса оған: "Байрам үшін біздерге керекті затларды сатып ал, ямаса жарлыларға бір нәрсе бер деп атырған шығар" деп ойлады кейбіреулері. Ал Яхуда бір бөлек нанды алудан ақ сыртқа шығып кетті. Түн болған еді. Яхуда сыртқа шығып кеткеннен соң,
иса былай деді: Әзір адам ұлыланды. Ол арқалы Құдай да ұлыланды. Құдай ол арқалы ұлыланғандықтан Құдайдың өзі де оны ұлылайды. Оны тез арада ұлылайды. Балаларым, енді мен сіздермен бірге ұзақ уақыт болмаймын. Мені іздейсіздер. Бірақ Яхуди басшыларына айтқанымдай, сіздерге де айтатұғыным. Мен баратұғын жерге сіздер бара алмайсыздар. Сіздерге жаңа бұйрық беріп атырман. Бір-біріңізді сүйіңдер. Менің сіздерді сүйгенім сияқлы, сіздер де бір-біріңізді сүйіңдер. Егер бір-біріңізді сүйсеңдер, сіздердің менің шәкірттерім екеніңізді әмме осы арқалы біліп алады. Симон Петр Исаға: Ием, сен қайқа баратырсың? Деді. Иса: Мен баратұғын жерге сен әзір ізімнен еріп бара алмайсың. Бірақ соңынан ізімнен келесің. Деп жауап берді. Петр оған: Ием, не үшін сенің ізіңнен әзір бара алмаймын? Мен сен үшін жанымды беремен. Деді. Иса оған былай деп жауап берді: Мен үшін жаныңды бермекшімісің? Саған шынын, хақиқатын айтамын. Қора шақырмастан бұрын сен меннен 3 рет танасың. Йохан жазған қош хабар 14-ші бап. Иса шәкіртлеріне былай деді: Жүректеріңіз ғам шекпесін. Құдайға сеніңлер. Маған да сеніңлер. Әкемнің үйінде орын көп. Егер олай болмағанда сіздерге айтпас едім. Өйткені мен сіздер үшін орын таярлауға кетіп баратырман. Мен барып, сіздер үшін орын таярлағаннан соң, сіздер де мен болатын жерде болуыңыз үшін және келіп, сіздерді өз жаныма алып кетемен. Мен баратын жерге апаратын жолды сіздер білесіздер. Томас Исаға: Ием, сенің қайыққа баратығыныңды білмейміз ғой. Жолды қалай біле аламыз? Деді. Иса оған былай деді: Мен жол, хақиқат һәм өмірмен. Мен арқалы болмаса, ешкім әкеге бара алмайды. Егер мені білсеңдер, әкемді де білесіздер. Әзірден бастап оны білесіздер, һәм оны көрдіңдер. Филипп Исаға: Ием, біздерге әкені көрсет. Біздерге соның өзі жеткілікті. Деді. Иса оған былай деді: Филипп, мен сонша уақыттан бері сіздер менен бірге болсам да, мені елі білмейсен бе? Мені көрген, әкені көрген болады ғой. Сен не үшін біздерге әкені көрсет деп айтып атырсаң? Менің әкеде, әкенің менде екеніне сенбейсен бе? Сіздерге айтқан сөздерімді өздігімнен айтып тұрған жоқпан. Ал менде жасап атырған әке өз істерін істеп атыр. Менің әкеде, әкенің менде екеніне сеніңлер. Еш болмаса, істеген істерім арқалы маған сеніңлер. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Маған сенген адамның өзі де мен істеген істерді істейді. Хәтте олардан да үлкенірек істерді істейді. Себебі мен әкеме баратырман. Әке ұлы арқалы ұлылану үшін менің атым менен не сорасаңлар да, әммесін орылайман. Менің атым менен бір нәрсе сорасаңлар, мен оны орылайман. Егер мені сүйсеңлер, менің бұйрықларымды орылайсызлар. Мен әкемнен сорайман. Һәм ол сіздер менен мәңгі бірге болу үшін басқа жұбатушын жібереді. Ол хақиқат рухы. Дүния оны қабыл ете алмайды. Өйткені оны көрмейді де, танымайды да. Бірақ сіздер оны білесіздер. Себебі ол сіздер менен бірге жасайды. Ол ішіңізде болады. Сіздерді жетім қылып қалдырмайман. Сіздерге қайтып келемен. Біраздан кейін дүния мені қайтып көрмейді. Бірақ сіздер мені көресіздер. Өйткені мен қайта тірілемен. Сіздер де қайта тірілесіздер. Сол күні сіздер менің әкемде, сіздердің менде, һәм менің сіздерде екенімді білесіздер. Менің бұйрықларымды біліп, оларды орындаған адам мені сүйетін адам. Мені сүйген адамды әкемде сүйеді. Мен де оны сүйіп, оған өзімді көрсетемін. Искариотлы емес. Басқа Яхуда Исаға: Ием, бұл қалай болғаны? Өзіңді дүнияға емес, біздерге көрсете шықсың ба? Деді. Иса оған былай деп жауап берді: Кім-кім мені сүйсе, менің сөзімді орындайды. Әкем де оны сүйеді. Біздер оған келіп, оныңменен бірге жасаймыз. Мені сүймеген адам сөздерімді орындамайды. Сіздер естіп атырған сөздер менікі емес, ал мені жіберген әкемдікі.
Мен елі сіздер менен бірге болған уақытымда, сіздерге бұларды айттым. Әкемнің менің атымнан жіберетін жұбатушысы, мұқаддес рух, сіздерге әммесін үйретеді. Ол менің сіздерге айтқанларымның әммесін естеріңізге түсіреді. Мен сіздерге тыныштық қалдыраман. Өз тыныштығымды сіздерге беремен. Мен беретін тыныштық, дүния беретін тыныштыққа ұқсамайды. Жүректеріңіз ғам шекпесін. Қорқпаңлар. Сіздер менің сіздерден кетемен, һәм және сіздерге қайтып келемен дегенімді естіңдер. Егер сіздер мені сүйгеніңізде, әкемнің жанына баратырман дегеніме қуанар едіңдер. Себебі, әкем менен ұлы. Бұлар жүз бергенде сеніңіз үшін, елі жүз бермесен бұрын сіздерге әзірден айттым. Сіздер менен енді көп сөйлеспеймен, өйткені бұл дүнияның хакімі келатыр. Оның менің үстінде ешқандай билігі жоқ. Бірақ бұл дүния менің әкемді сүйетігімді, һәм оның маған бұйырғанларының әммесін орындайтығымды білуі тиіс. Қане тұрыңдар, бұл жерден кетейік. Юхан жазған қош хабар, 15-ші бап. Мен хақиқи жүзім ағашыман, ал әкем бағман. Мендегі жеміс бермейтін әрбір шақаны ол кесіп тастайды. Жеміс беретін әрбір шақаны және де көбірек жеміс берсін деп бұтап тазалайды. Менің сіздерге айтқан сөздерім арқалы сіздер әлі қашан тазасыздар. Менде болыңлар, мен де сіздерде боламан. Ағашта болмаған шақа өз-өзінен жеміс бере алмағаны сияқлы, сіздер де менде болмасаңлар, жеміс бере алмайсыздар. Мен жүзім ағашыман, сіздер шақаларсыз. Кім менде болып, мен онда болсам, ол көп жеміс береді. Себебі менсіз еш нәрсе істей алмайсыздар. Кімде кім менде болмаса, шақа сияқлы сыртта тасланып, қурап қалады. Бұндай шақалар жиналып, отқа тасланып жандырылады. Егер сіздер менде болып, менің сөздерім сіздерде болса, қалегеніңізді сораңлар, сіздерге беріледі. Сіздер көп жеміс берсеңлер, әкем ұлыланады. Сонда менің шәкірттерім боласыздар. Әкенің мені сүйгені сияқлы, мен де сіздерді сүйдім. Менің сүйіспеншілігіме садық болыңлар. Мен әкемнің бұйрықларын орындап, оның сүйіспеншілігіне садық болғанымдай, сіздер де егер менің бұйрықларымды орындасаңлар, менің сүйіспеншілігіме садық боласыздар. Бұларды сіздерге менің қуанышым сіздерде болуы үшін, һәм қуанышыңыз толы болуы үшін айттым. Менің бұйрығым бұл. Мен сіздерді қалай сүйген болсам, сіздер де бір-біріңізді солай сүйіңдер. Достары үшін өз жан берген адамның сүйіспеншілігінен артық сүйіспеншілік жоқ. Егер сіздер бұйырғанларымды орынласаңлар, менің достарым боласыздар. Бұнан былай сіздерді құл деп атамайман. Өйткені құл қожайынның не істейтұғын білмейді. Сіздерді достарым деп атайман. Себебі әкемне ескелілерімнің әммесін сіздерге білдірдім. Сіздер мен емес, мен сіздерді таңладым. Барып жеміс берсін, һәм жемісі тұрақты болсын деп сіздерді тайынладым. Солай етіп, менің атым менен әкеден не сорасаңлар да, ол сіздерге береді. Сіздерге бұйрығым сол, бір-біріңізді сүйіңлер. Егер дүния сіздерді жек көрсе, сіздерден алдын оның мені жек көргенін біліңдер. Сіздер бұл дүниянікі болғаныңызда, дүния өзіне тиістілерді сүйер еді. Бірақ сіздер бұл дүниянікі емессіздер. Өйткені мен сіздерді дүниядан таңлап алдым. Сондықтан дүния сіздерді жек көреді. Менің қызметші қожасынан ұлы емес деген сөздерімді естеріңізге түсіріңдер. Егер адамлар мені қудаласа, сіздерді де қудалайды. Егер менің сөзімді тыңласа, сіздердің сөздеріңізді де тыңлайды. Бұл істердің әммесін сіздерге менің атым себеплі істейді. Себебі олар мені жібергенді білмейді. Егер мен келмегенімде, һәм оларға айтпағанымда, олардың күнәлары болмас еді. Бірақ енді күнәларына кешірім жоқ. Мені жек көрген адам, менің әкемді де жек көрген болады. Егер мен олар арасында ешкім істемеген істерді істемегенімде, олар да күнә болмас еді. Енді болса, олар істерімді көрсе де, мені де, әкемді де жек көрді. Бірақ бұл олардың мұқаддес низамындағы мені бекарға жек көрді деген сөздердің орынлануы үшін болды. Әкемнен сіздерге мен жіберетін жұбатушы, яғни әкемнен шығатын хақиқат рухы келгенде, ол мен туралы гуалық береді. Сіздер де гуалық бересіздер. Өйткені әуелден ақ менің біргесіздер.
Yuhan жазған қош хабар 16 бап. Мен бұларды сіздерге сенімнен қайтпауыңыз үшін айттым. Сіздерді мәжілісханадан қуып жібереді. Әтте сіздерді өлтіріп атырған әрбір адам бұның менен Құдайға қызмет етіп атырман деп ойлайтын уақыт келеді. Бұларды әкемді де, мені де білмегенліктен істейді. Сол уақыт келгенде бұларды сіздерге айтқанымды еске түсіруіңіз үшін сіздерге білдірген едім. Әуелден сіздерге бұларды айтқан жоқпан, себебі мен сіздерменен бірге едім. Енді болса, мені жібергеннің жанына баратырман. Дегенменен араңызда ешкім менен қаяққа баратырсаң деп сорап атырған жоқ. Бірақ сіздерге бұларды айтқаным үшін жүрегіңіз қайғыға толы. Соған қарамастан мен сіздерге хақиқатын айтаман. Менің кеткенім сіздер үшін жақсырақ. Егер мен кетпесем, сіздерге жұбатушы келмейді. Егер кетсем, оны сіздерге жіберемен. Ол келгенде күнә хақында, хақлық хақында, һәм хүкім хақында дүнияның алжасқанын ашқаралайды. Күнә соннан ібарат, адамлар маған сенбейді. Хақлық соннан ібарат, мен әкемнің жанына кетіп баратырман, һәм енді қайтып мені көрмейсіздер. Хүкім соннан ібарат, бұл дүнияның хакімі хүкім етіледі. Сіздерге және айтатынларым көп, бірақ әзір сіздер көтере алмайсыздар. Бірақ ол, яғни хақиқат рухы келгенде, сіздерді толық хақиқатқа қарай жетелейді. Ол өздігінен сөйлемейді. Тек нені есітсе, соны сөйлейді. Һәм келешекте не болатынын сіздерге білдіреді. Ол мені ұлылайды. Өйткені ол менікінен алып, сіздерге білдіреді. Әкемде не бар болса, әммесі менікі. Сондықтан ол менікінен алып, сіздерге білдіреді деген едім. Біраздан соң сіздер мені қайтып көрмейсіздер. Және біраздан соң мені көресіздер. Сонда шәкіртлердің кейбіреулері бір-біріне: Біраздан соң сіздер мені көрмейсіздер. Және біраздан соң мені көресіздер. Һәм себебі әкеме кетіп баратырман деп айтып, ол біздерге не демекші? Біраздан соң дегені не? Не айтқанын түсінбей атырмыз ғой? Деді. Иса олардың өзіне бір сұрау бермекші болғанын біліп, оларға былай деді: Біраздан соң мені көрмейсіздер, және біраздан соң мені көресіздер дегенім хақында бір-біріңізден сұрап тұрсыздар ма? Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Сіздер жылап аза тұтасыздар, ал дүния қуанады. Сіздер қайғырасыздар, бірақ қайғыңыз қуанышқа айланады. Хаял бала туғанда азап шегеді. Өйткені оның уақыты келді. Бірақ баласын туғаннан соң дүнияға адам келгенліктен қуанып, шеккен азабын ұмытып кетеді. Сол сияқты сіздерде әзір қайғырып атырсыздар. Бірақ мен сіздерді және көремен, һәм жүрегіңіз қуанышқа толады. Бұл қуанышты сіздерден ешкім тартып ала алмайды. Сол күні менен еш нәрсе сұрамайсыздар. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Менің атым менен әкемнен не сұрасаңлар да сіздерге береді. Әзірге дейін сіздер менің атым менен еш нәрсе сұрамадыңлар. Сұраңлар, аласыздар. Сонда қуанышыңыз толы болады. Сіздерге бұларды тымсаллар менен айттым. Бірақ мен сіздерге тымсаллар менен сөйлемейтін уақыт келеді. Сонда әкем хақында сіздерге ашықтан ашық айтаман. Сол күні менің атым менен әкемнен сұрайсыздар. Сіздер үшін әкемнен мен сұрайман деп атырғаным жоқ. Әкемнің өзі сіздерді сүйеді. Себебі сіздер мені сүйіп, менің әкемнен келгеніме сендіңдер. Мен әкемнен шығып дүнияға келдім. Енді дүнияны қалдырып, әкеме қайтып баратырман. Шәкіртлері Исаға: Міне, енді ашық айтып тұрсаң, еш тымсал қолданып атырған жоқсың. Сенің әммен нәрсені білетініңді енді білеміз. Ешкімнің саған сұрау беруінің қажеті жоқ. Сол себеплі сенің Құдайдан келгеніңе сенеміз. Деді. Иса оларға жауап беріп, былай деді: Енді сенесіздер ме? Міне, әммеңіз үйлеріңізге тарқап кетіп, мені жалғыз қалдыратын уақытыңыз келеді. Ол келіп қалды да. Бірақ мен жалғыз емеспін. Өйткені әкем меніменен бірге. Оларды сіздерге менде болып, тыныштық алуыңыз үшін айттым. Бұл дүнияда қиыншылық көресіздер. Бірақ мәрт болыңлар. Мен дүнияны жеңдім. Yuhan жазған қош хабар 17 бап.
İsa бұл сөздерді айтып болғаннан соң, көздерін аспанға тігіп былай деді. Әке, вақыт келді. Ұлың сені ұлылауы үшін, сен де ұлыңды ұлыла. Себебі сенің оған берген адамларының әммесіне ол мәңгілік өмір берсін деп, сен оған бүткіл адамзат үстінен билік бердің. Мәңгілік өмір бұл сені жалғыз хақ Құдайды һәм сен жіберген Иса Масихты білу. Сені маған тапсырған ісіңді тамамлағаным менен сені жер жүзінде ұлыладым. Әке, дүния жаратылмастан бұрын сенің менен бірге болғанымда, менде болған ұлылық менен әзір мені өзінің алдыңда ұлыла. Сенің маған дүниядан берген адамларыңа сені ашып бердім. Олар сенікі еді. Сен оларды маған бердің, һәм олар сенің сөздеріңді орындады. Сенің маған бергенлеріңнің әммесі сеннен екенін олар енді біліп алды. Өйткені маған берген сөздеріңді оларға тапсырдым. Олар қабыл етті. Олар менің сенен келгенімді хақиқаттан білді, һәм мені сенің жібергеніңе сенді. Олар үшін сұрайман, дүния үшін емес. Маған берген адамларың үшін сұрайман. Себебі олар сенікі. Менікінің әммесі сенікі, һәм сенікінің әммесі менікі. Мен олар арқылы ұлыландым. Мен енді бұл дүнияда емеспен, бірақ олар бұл дүнияда. Мен саған баратырман. Мұқаддес әке, маған берген өз атының күшіменен оларды сақла. Олар да біз сияқлы бір болсын. Мен олар менен бірге болғанымда, сені маған берген атының күшіменен оларды қорғап сақладым. Набыт болуға тиісті адамнан басқа олардан ешбірі набыт болмады. Солай етіп, мұқаддес жазу орынланды. Енді мен саған баратырман. Менің қуанышым оларда толы болу үшін бұл сөздерді дүнияда болған уақытымда айтып атырман. Мен оларға сенің сөзіңді тапсырдым. Дүния болса оларды жек көрді. Өйткені менің дүнияға тиісті болмағаным сияқлы, олар да дүнияға тиісті емес. Оларды дүниядан алуыңды емес, жауыздықтан, шайтаннан сақлауыңды сұрайман. Менің дүнияға тиісті болмағаным сияқлы, олар да дүнияға тиісті емес. Оларды хақиқатпенен мұқаддес қыл. Сенің сөзің хақиқат. Сенің мені дүнияға жібергенің сияқлы, мен де оларды дүнияға жібердім. Олар да хақиқатпенен мұқаддес болулары үшін мен өзімді олар үшін бағышлайман. Мен тек олар үшін емес, ал олардың сөздері арқылы маған ісен етулар үшін да сұрайман. Олардың әммесі бір болсын. Әке, мені сенің жібергеніңе дүния сені үшін, сенің менде, һәм менің сенде болғаным сияқлы, олар да бізде болсын. Біз бір болғанымыз сияқлы, олар да бір болу үшін сені маған берген ұлылығыңды оларға бердім. Мен оларда, сен мендесең. Мені сенің жібергеніңді, һәм сенің мені сүйетуінің сияқлы, оларды да сүйетуіңді дүния білуі үшін оларда бір тұтас болсын. Әке, сенің маған берген адамларың мен болатын жерде менің менен бірге болып. Сен мені дүния жаратылмастан бұрын сүйгенліктен, сенің маған берген ұлылығыңды олардың да көруін қалаймын. Әділ әке, дүния сені білмейді, бірақ мен сені білемен. Бұлар да мені сенің жібергеніңді біледі. Маған деген сүйіспеншілігің оларда болуы үшін, һәм мен де оларда болуым үшін сенің атыңды оларға білдірдім, һәм білдіруді давам етемін. Йохан жазған қош хабар 18-ші бап. Иса дуа етіп болғаннан соң, шәкіртлеріменен бірге Кидрон сайының арғы жағасына өтті. Ол жерде бір бақ бар еді. Иса шәкіртлеріменен сол баққа кірді. Оған сатқылық қылған Яхуда да бұл жерді білетіғын еді. Себебі Иса шәкіртлеріменен ол жерде тез-тез ұшырасып тұратығын еді. Солай етіп, Яхуда жанына бір тобар Рим әскерлеріменен бас руханилер һәм пәрисилер жіберген сақшыларды алып, сол жерге келді. Олардың қолларында паныс, шом һәм құраллар бар еді. Иса өзіне болacak һәмме нәрсені білгендіктен алдына шығып, олардан «Кімді іздеп жүрсіздер?» деп сұрады. «Насыралы Исаны» деп жауап берді олар. «Мен солман» деді Иса. Исаның сатқыны Яхуда да
олар менен бірге тұрған еді. Иса, мен солман деуіменен олар артқа шегініп жерге жығылды. Сонда Иса олардан және кімді іздеп жүрсіздер деп сұрады. Насралы Исаны Десті олар. Иса жауап беріп, сіздерге айттым ғой, мен солман. Егер мені іздеп жүрген болсаңлар, ол адамларды жіберіңдер, кетсін деді. Бұл оның сенің маған бергендеріңнің ешбірін жойтпадым деп бұрын өзі айтқан сөздерінің орындалуы үшін болды. Сонда Симон Петр жанындағы қылышын суырып алып, бас руханидың құлының оң құлағын шауып тастады. Құлдың аты Малкус еді. Иса Петрге қылышыңды қынабына салып қой. Әкемнің маған берген азап кесесінен ішпейін бе? деді. Соңынан әскерлер топарымен олардың басшысы һәм яһудилердің сақшылары Исаны ұстап байлады. Оны дәстеп ханнаға алып барды. Ханна сол жылы бас рухани болған Каяфаның қайын атасы еді. Яһуди басшыларына халық үшін бір адамның өлуі жақсырақ деп кеңес берген осы Каяфа еді. Симон Петр менен және басқа шәкірті Исаның ізіне еріп барды. Бұл шәкірт бас руханиге таныс болғандықтан Иса менен бірге бас руханидың хәулісіне кірді. Ал Петр сыртта қапының алдында қалды. Бас руханидың танысы болған сол шәкірт сыртқа шығып, қапыны қарауыллаған шоры қызбен сөйлесті де Петрді ішке алып кірді. Қапыны қарауыллаған шоры қыз Петрден Сен де бұл адамның шәкіртлерінен емессің бе? деп сұрады. Яқ, деп жауап берді ол. Күн суық болғандықтан қызметшілер менен сақшылар көмір жағып, жылынып тұрды. Петр де олар менен бірге тұрып, жылынды. Бас рухани Исадан оның шәкіртлері һәм тәлимат хақында сұрады. Иса оған былай деп жауап берді. Мен дүнияға ашық сөйледім. Һәм уақытта яһудилер жиналатуын мәжлісханаларда һәм ибадатханада үйреттім. Жасырын еш нәрсе айтпадым. Неге менен сұрап отырсаң? Сөйлегелерімді естігендерден сұра. Олар не айтқанды біледі. Иса осыларды айтқанда, оған жақын тұрған сақшылардың бірі бас руханиге де осылай жауап беруге бола ма? деп оның бетіне ұрып жіберді. Иса оған егер мен надұрыс сөйлеген болсам, надұрыслығымды дәлеле. Бірақ дұрыс сөйлеген болсам, неге мені ұрасаң? деді. Ханна Исаны байлаулы халында бас рухани Каяфаға жіберді. Симон Петр елі отқа жылынып тұр еді. Сен де оның шәкіртлерінен емессің бе? деп сұрады олар. Бірақ ол танып, яқ, деді. Бас руханидың құлларының бірі Петр құлағын шапқан адамның ағайыны Петрден сені бақта оның менен бірге көрген жоқпан ба? деп сұрады. Петр және танды. Сол уақытта қора шақырды. Таң азанда яһуди басшылары Исаны Каяфаның алдынан Рим хакимханасына алып барды. Олар құтқарылу байрамының асын харамланбай жеу үшін хакимханаға кірмеді. Сол себептен Пилат сыртқа шығып, олардан бұл адамды не нәрседе айыплап атырсыздар? деп сұрады. Олар жауап беріп, егер бұл адам жинаятшы болмағанда, оны сенің алдыңа алып келмес еді. деді. Пилат оларға оны өздеріңіз алып кетіп, өз низамыңыз бойынша хүкім етіңдер, деді. Яһуди басшылары біздерге ешкімді өлтіруге рұқсат етілмеген, деді. Исаның өзінің қандай өлім менен өлетіғыны хақында айтқан сөздерінің орындалуы үшін осылай болды. Сонда Пилат және хакимханаға кірді. Һәм Исаны өзіне шақыртып, сен яһудилердің патшасымысың? деп сұрады. Иса былай деп жауап берді. Бұны өзің айтып тұрсам ба? Ямаса мен туралы саған басқалар айтты ма? Пилат мен не? Яһудимен бе? Сені маған өз халқың менен бас руханилерің тапсырды. Сен не істеп қойдың? деді. Иса жауап беріп, менің патшалығым бұл дүниеде емес. Егер патшалығым бұл дүниеде болғанда,
Yahudi başçılarının koluna tapşırılmam үшін қызметшілерім күресер еді. Бірақ менің патшалығым бұл жерде емес. Dеді. Демек, sen патша екенсің да? Dеді Pilat. İsa жауап беріп, Өзің айтқандай, мен патшамын. Мен хақиқат хақында куәлік беру үшін туылдым. Һәм соның үшін дүнияға келдім. Кім хақиқат тарапында болса, менің даусымды естеді. Dеді. Pilat İsa'ға, Хақиқат деген не? Dеді. Бұны айтып болғаннан соң, Pilat және Яһудилердің жанына шығып, оларға, Мен ondan hiç ayıp таба алмай атырман. Бірақ сіздерде бар бір әдет бойынша, мен her құтқарылу байрамында сіздер үшін бір тұтқынды босатып беретұғын едім. Сіздер үшін Яһудилердің патшасын босатып беруімді қалайсыздар ме? Dеді. Бірақ олар және, Ya, onu емес, Барабаны босат! деп бақырысты. Ал Бараба қозғалаңшы еді. Юхан жазған қош хабар, 19 бап. Сонда Pilat İsa'ны ұслап, қамшылауды бұйырды. Әскерлер тікелі шыбықлардан таж өріп, İsa'ның басына салды. Соңынан оған шым қызыл шапан кигізді. Алдына келіп, Жасасын, Яһудилердің патшасы! деп жүзіне шапалақпенен ұрды. Pilat және сыртқа шығып, Яһудилерге, Міне, менің ondan ешбір айып таппағанымды сіздерді білсін деп, оны сіздердің алдыңызға шығарып атырман. деді. Сонда басында тікелі тажы, үстінде шым қызыл шапаны бар İsa сыртқа шықты. Pilat оларға, Міне бұл адам! деді. Бас руханилер менен олардың сақшылары İsa'ны көргенде, Оны атанақ ағашқа шегелі! деп бақырысты. Pilat оларға, Оны сіздер алып кетіп, атанақ ағашқа шегелеңдер. Өйткені мен ondan ешқандай айып таппай атырман. деді. Яһуди басшылары оған жауап беріп, Біздерде низам бар. Һәм сол низам бойынша ол өлуі шарт. Себебі ол өзін Құдайдың ұлы деп атады. деді. Pilat бұл сөздерді есіткенде, бұрынғыдан бетер қорқып кетті. Қайтадан хакімханаға кіріп, İsa'дан, Sen қай жерденсің? деп сұрады. Бірақ İsa оған жауап бермеді. Pilat оған, Менің сөйлеспей жақсаң ба? Сені азат қылуға да, атанақ ағашқа шегелетуге де билігім бар екенін білмейсің бе? деді. İsa жауап беріп, Саған Құдайдан берілмегенде, сенде менің үстімне ешқандай билік болмас еді. Сондықтан мені саған ұслап бергеннің күнасы сенің күнаңнан ауыррақ. деді. Сол уақыттан басылап, Pilat İsa'ны азат етуге тырысты. Бірақ Яһуди басшылары, Ол адамды азат қылсаң, Рим патшасы Қайсардың досы емессің. Өзін патша деп атайтұғын әрбір адам Қайсарға қарсы болады. деп бақырысты. Pilat бұл сөздерді есіткенде, İsa'ны сыртқа шығарды. Һәм тас майданша, еврейше Габбата деп аталған жердегі үкім күрсісіне отырды. Таярлық күні құтқарылу байрамынан бір күн бұрын сағат 12-лер шамасында Pilat Яһудилерге, Міне, сіздердің патшаңыз! деді. Бірақ олар бақырысып, Жоқ қыл оны! Жоқ қыл! Атанақ ағашқа шегелі! деді. Pilat оларға, Сіздердің патшаңызды атанақ ағашқа шегелейін бе? деді. Біздердің Қайсардан басқа патшамыз жоқ! деп жауап берді бас руханилер. Солай етіп, Pilat İsa'ны атанақ ағашқа шегелеу үшін әскерлерге тапсырды. Әскерлер İsa'ны алып кетті. İsa өз атанақ ағашын арқалап, бас сүйек орны, еврейше Галгота деп аталған жерге келді. Сол жерде İsa'ны һәм оның менен бірге екі адамды атанақ ағашқа шегеледі. Олардың біреуі оң тарапта, екіншісі сол тарапта. Ал İsa ортада еді. Pilat жазу жаздырып,
оны атанақ ағаштың үстіне ілдіртті. Онда Насыралы Иса, Яһудилердің патшасы деп жазылған еді. Яһудилердің көбісі бұл жазуды оқыды. Өйткені Иса атанақ ағашқа шегеленген жер қалаға жақын еді. Һәм бұл жазу еврейше, латынша, һәм грекше жазылған еді. Яһудилердің бас руханилері Пилатқа былай деді: Яһудилердің патшасы деп жазба. Оның өзі мен Яһудилердің патшасыман деді деп жаз. Не жазажақ болсам, жаздым. Деп жауап берді Пилат. Әскерлер Исаны атанақ ағашқа шегелегеннен соң, оның сыртқы киімін алды. Һәм оны 4 бөлікке бөліп, әр қайсы бір бөліктен алды. Көйлегін де алды. Ол тігілмеген болып, бастан аяқ бір бүтін тоқымай еді. Сондықтан әскерлер бір-біріне: "Оны жыртпайық, шек таслайық. Кімге түссе сол алсын", деді. Бұл мұқаддес жазудағы мына сөздердің орындалуы үшін болды. Сыртқы киімімді өзара бөлісті, көйлегім үшін шек таслады. Әскерлер осы айтылғанды істеді. Исаның атанақ ағашының қасында оның анасы, анасының апасы, Клопаның хаялы Мәриям һәм Магдалалы Мәриям тұрған еді. Иса анасын һәм оның жанында тұрған өзінің сүйікті шәкіртін көргенде, анасына: "Апа, міне сенің ұлың", деді. Кейін шәкіртіне: "Міне ол сенің анаң", деді. Сол уақыттан баслап, сол шәкірт оны өз үйіне алды. Сонан соң Иса һәммесінің тамамланғанын біліп, мұқаддес жазу орындалуы үшін: "Сөйлеп тұрман", деді. Сол жерде ащы шарапқа толы бір күзе тұр еді. Әскерлер сорғышты оған сіңдіріп алып, Исоптың шыбығына қадады да Исаның аузына тұтты. Иса оны татып көріп: "Орынланды", деді де басын иіп жан тапсырды. Бұл таярлық күні еді. Ертеңгі күн құтқарылу байрамына тура келетұғын айрықша демалыс күні болғандықтан, Яһуди басшылары денелерді атанақ ағашта қалдыруды қалемеді. Олар Пилаттан шегеленгендердің аяқларын сындырып, денелерді алып тастауды сұрады. Сонда әскерлер барып, Иса менен атанақ ағашқа шегеленгендердің дәсілеп біріншісінің, соңынан екіншісінің аяқларын сындырып тастады. Бірақ Исаның қасына келгенде, оның әлде қашан жан тапсырғанын көріп, аяқларын сындырмады. Бұның орнына әскерлердің бірі оның бүйірін найза менен тесті. Сол уақытта қан менен су ағып шықты. Бұны көрген адамның гуалығы хақиқат. Ол өзінің хақиқаттықты айтып атырғанын біледі. Сіздер де сенуіңіз үшін ол гуалық берді. Бұлардың әммесі: "Оның ешбір сүйегі сынбайды", деген мұқаддес жазудағы сөздердің орындалуы үшін болды. Мұқаддес жазудың басқа бір жерінде: "Өздері найза менен тескен адамға қарайды", делінген. Бұнан соң Ариматиялы Юсуп Исаның денесін алып кету үшін Пилаттан рұқсат сұрады. Юсуп Исаның шәкірті еді. Бірақ ол Яһуди басшыларынан қорққандықтан бұны жасырып жүрген еді. Пилат рұқсат бергеннен соң Юсуп барып Исаның денесін алып кетті. Бұрын түнде Исаға келген Никодим де 100 қадаққа жақын миррам менен алоя араласпасын алып келді. Олар Исаның денесін алып, Яһудилердің жерлеу дәстүрі бойынша оны қош иісті затлар менен кепілдікке орады. Иса атанақ ағашқа шегеленген жерде бір бақ болып, бұл бағдың ішінде еле ешкім қойылмаған бір жаңа қабір бар еді. Бұл күн Яһудилердің таярлық күні болғандықтан, қабір жақын жайласқаны себеплі, олар Исаны сол жерге қойды. Юхан жазған қош хабар, 20 бап. Хәптенің бірінші күні, яғни екшембі күні таң азанда, елі қараңғы болғанда Магдалалы Мәриям қабірге келді. Һәм қабірдің аузындағы тастың алып тастанғанын көрді. Ол жуырып Симон Петрге һәм Исаның жақсы көретін сол шәкіртіне барды да, оларға: "Иемізді қабірден алып кетіпті, оны қай жерге қойғанын білмейміз", деді. Сонда Петр менен басқа шәкірт шығып, қабірге қарай жол алды. Олар жуырып кетті. Бірақ сол шәкірт Петрден тезірек жуырып,
қабірге бірінші болып келді. Ол еңкейіп ішке қарап, сол жерде кепілдіктің жатырғанын көрді. Бірақ ішке кірмеді. Оның ізіне Симон Петр жетіп келіп, қабірге кірді. Сол жерде жатырған кепілдікті һәм Исаның басына оралған орамалды көрді. Орамал кепілдікпенен бірге емес, ал бөлек жерде бүкіленіп тұрған еді. Сонда қабірге бірінші болып келген сол шәкірт те ішке кірді. Һәм ұсыларды көріп, ісенді. Себебі, олар Исаның өлімнен қайта тірілу тиіс екенін айтқан мұқаддес жазуды елеге дейін түсінбей тұғын еді. Бұндан соң шәкіртлер үйлеріне қайтып кетті. Ал Мәриям қабірдің сыртында жылап тұрған еді. Жылап тұрып, еңкейіп қабірдің ішіне қарады. Һәм ақ киімлі екі періштені көрді. Бірі Исаның денесі жатқан жердің бас ұшында, екіншісі аяқ ұшында отырған еді. Олар Мәриямнан: «Хаял, сен неге жылап тұрсаң?» деп сұрады. «Иемді алып кетіпті, оны қай жерге қойғанын білмеймін», деді ол. Ұсыларды айтып болып, арқасына бұрылды. Һәм Исаның тұрғанын көрді. Бірақ оның Иса екенін танымады. Иса оған: «Хаял, сен неге жылап тұрсаң? Кімді іздеп жүрсің?» деді. Мәриям оны бағман деп ойлап оған: «Мырза, егер оны сен алып кеткен болсаң, қай жерге қойғаныңды маған айт, мен оны алып қайтайын», деді. Иса оған: «Мәриям», деді. Мәриям бұрылып, еврейшелеп: «Раббуни», деді. Раббуни ұстаз дегенді аңлатады. Иса оған: «Маған қол тигізбе. Себебі мен елі әкемнің жанына көтерілмедім. Ал сен туысқандарыма барып, менің әкемнің һәм сіздердің әкеңіздің, менің құдайымның һәм сіздердің құдайыңыздың алдына көтеріліп бара тұрғанымды айт», деді. Магдалалы Мәриям шәкірттерге барып оларға: «Мен иемді көрдім», деді. Һәм Исаның өзіне не айтқанларын оларға хабарлады. Хәптенің бірінші күні, яғни екшембі күні кеште, шәкіртлер бірге жиналған еді. Яһуди басшыларынан қорққандықтан олар үйдің қапыларын іліп қойғанда Иса келді. Олардың ортасында тұрып, оларға: «Тынышлық сіздерге яр болсын», деді. Бұны айтып, оларға қолларын һәм бүйірін көрсетті. Шәкіртлер иемізді көріп, қатты қуанды. Иса оларға және былай деді: «Тыныштық сіздерге яр болсын. Әкем мені жібергені сияқлы, мен де сіздерді жіберіп атырман». Осылай деді де, оларға қарай үпіліп: «Мұқаддес рухты алыңлар. Сіздер кімнің күнәларын кешірсеңлер, Құдай да оның күнәларын кешіреді. Сіздер кімнің күнәларын кешірмесеңлер, Құдай да оның күнәларын кешірмейді», деді. 12 шәкірттің бірі Егіз деп аталған Томас, Иса келгенде олардың арасында жоқ еді. Сондықтан басқа шәкіртлер оған: «Біздер иемізді көрдік», десті. Бірақ Томас оларға: «Оның қолларындағы шеге ізлерін көрмегенімше, бармағым менен шеге ізлерін, һәм қолларым менен оның бүйірін ұстап көрмегенімше, сенбеймін», деді. Бір хәптеден соң Исаның шәкіртлері және үйде жиналған еді. Томас та олар менен бірге еді. Үйдің қапылары ілік болғанда Иса келіп, олардың ортасында тұрды да: «Тыныштық сіздерге яр болсын», деді. Соңынан Томасқа: «Бармағыңды берме соз. Қолларыма қара. Қолыңды созып бүйірімді ұстап көр. Күмәнланбай, сен», деді. Томас оған жауап беріп: «Ием менің, Құдайым менің», деді. Иса оған: «Сен мені көргенліктен сендің, бірақ көрмей сенгендер қандай бақытлы», деді. Иса шәкіртлерінің алдында бұл кітапта жазылмаған басқа да көп караматлар істеді. Бірақ бұлар сіздердің Исаның Масих, Құдайдың ұлы екеніне сенуіңіз үшін һәм сеніп, оның аты менен өмірге ие болуыңыз үшін жазылды. Йохан жазған қош хабар, 21 бап. Бұндан соң Иса Тиберия теңізінің жағасында шәкіртлеріне және көрінді. Бұл бұлай болды: Симон Петр,
егіз деп аталған Томас, Галиланың Қана қаласынан болған Натаниел, Зебедейдің ұллары һәм Исаның шәкіртлерінен және екеуі бірге еді. Симон Петр оларға: Мен балық аулауға кетіп баратырман, деді. Біздер де сеніңменен бірге барамыз, деді олар. Олар барып қайыққа мінді. Бірақ сол түні еш нәрсе тұта алмады. Таң атқанда теңіздің жағасында Иса тұрған еді. Бірақ шәкіртлері оның Иса екенін білмеді. Иса олардан: «Ей достар, балығыңыз жоқ па?» деп сұрады. «Жоқ!» деп жауап берді олар. «Ауыңызды қайықтың оң жағына салыңдар, сонда тұтасыздар», деді Иса. Олар ау салып көп балық тұтқандықтан ауды тартып шығара алмады. Исаның сүйікті шәкірті Петрге: «Бұл иеміз», деді. Бұл иеміз дегенді естігеннен Симон Петр жалаңаш болғандықтан киімін киіп, өзін теңізге атты. Ал басқа шәкіртлер балық толы ауды сүйреп, қайықпенен келген. Өйткені олар жағадан шамамен тек 100 метр ұзақлықта еді. Олар жағаға шыққанда, ол жерде жағылып атырған көмірді һәм қоздың үстіне қойылған балықпенен нанды көрді. Иса оларға: «Қазір тұтқан балықтарыңыздан алып келіңдер», деді. Симон Петр қайыққа мініп, балыққа толы ауды жағаға тартып шығарды. Ауда 153 ірі балық бар еді. Балықлар соншалық көп болса да, ау жыртылмады. Иса оларға: «Келіңдер, азанғы ауқатты жеңдер», деді. Шәкіртлерінің ешқайсысы онан: «Сен кімсің?» деп сұрауға батына алмады. Себебі оның иеміз екенін білетұғын еді. Иса жақынырақ келді де нанды алып оларға берді. Балықлар менен де осылай істеді. Солай етіп, бұл Исаның өлімнен тірілгеннен соң шәкіртлеріне 3-ші мәрте көрінуі еді. Азанғы ауқатты жеп болғаннан соң Иса Симон Петрден: «Юнус ұлы Симон, мені олардан да көбірек сүйесен бе?» деп сұрады. «Ауа, ием, сені жақсы көретұғынымды білесен ғой», деді оған Петр. Иса оған: «Қозыларымды отлат», деді. Иса 2-ші мәрте онан: «Юнус ұлы Симон, мені сүйесен бе?» деп сұрады. Петр оған: «Ауа, ием, сені жақсы көретұғынымды білесен ғой», деді. Иса оған: «Қойларымды бақ», деді. 3-ші мәрте Иса онан: «Юнус ұлы Симон, мені жақсы көресен бе?» деп сұрады. Петр оның өзінен 3 мәрте: «Мені жақсы көресің бе?» деп сұрағанына қапа болды. «Ием, сен әммесін білесің, сені сүйетұғымды да білесің», деді Петр. Иса оған былай деді: «Қозыларымды отлат. Саған шынын, хақиқатын айтаман. Жас уақытында белбеуіңді өзің байлап, қалеген жеріңе баратуын едің. Бірақ қартайғаныңда қолдарыңды созып тұрасың, һәм басқа біреу белбеуіңді байлап, сені қалемеген жеріңе алып барады». Иса бұны Петрдің қандай өлімменен Құдайды ұлылайтұғынын білдіру үшін айтқан еді. Осыны айтып болып: «Ізіме ер», деді. Петр артына бұрылып, Исаның сүйікті шәкіртінің іздеріне еріп жатырғанын көрді. Бұл кешкі ауқат уақытында Исаның көкірегіне сүйеніп жатып: «Ием, саған кім сатқынлық істейді?» деп сұраған шәкірт еді. Петр оны көріп, Исадан: «Ием, оған не болады?» деп сұрады. Иса оған: «Мен келемен дегенше оның жасауын қалесем, саған не? Сен менің ізіме ер», деді. Солай етіп туысқандар арасында бұл шәкірт өлмейді деген сөз тарқалды. Бірақ Иса Петрге: «Ол өлмейді» деген жоқ. Ал «Мен келемен дегенше, оның жасауын қалесем, саған не?» деген еді. Бұлардың әммесі хақында гуалық беріп, осыларды жазған сол шәкірт. Біздер оның гуалығының хақиқат екенін білеміз. Иса істеген басқа да көп істер бар. Егер олар бірме-бір жазылғанда, жазылған кітаплар дүнияға сыймас еді деп ойлаймын.